Қайырлы кеш, қымбатты тыңдармандар, қалдарыңыз қалай? Бұл Тамыр станциясы Изи радиосы және эфирде міне кешкі сағат 7-де әдеттегідей біз эфирге шығып отырмыз. 9-ға дейін 21:00-ге дейін Алматы уақыты бойынша немесе Батыс уақыты бойынша сағат 8:00-ге дейін біз сіздермен эфирде боламыз және микрофон алдында әдеттегідей мен Алма және әріптесім Жанна. Барлықтарыңызға қайырлы кеш тілей отырып, біз бүгінгі подкастымызды бастаймыз. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Әдеттегідей дүйсенбі сана подкасты біз бүгін бастаймыз. Керемет подкаст болайын деп тұр. Бүгін бізде қонақта керемет жан, блогер, коуч, эксперт маман Роза Аширбаева. Шапалақ. Видео шапалақ ұрып қояйық. Шапалақ. Қош келдіңіз. Рахмет. Жақынырақ сөйлессеңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Жақсы көрем подкасттарды, интервью берген сүйем, жаным да? Қалай келдіңіз? Қандай настроймен келдіңіз? Жалпы бүгінгі күніңіз қалай өтті? Мен әдейі осы жаққа келатқан кезде тікелей эфирге шығып, дайындалып, от алып келдім. Энергетикаңыз прям бешеный болып тұр. Иә, керемет. Ой. Не оқылды? Кәз. Кішкене құп тұр. Кішкене бізде техникалық. Қайтадан бастаймыз. Кешірім сұраймын. Қайырлы кеш, қымбатты тыңдармандар. Екінші подход, екінші дубль 2. Біз қайтадан келдік. Эфирде сана подкасты. Сағат 7-ден кешкі 9-ға дейін біз эфирде боламыз. Және эфирдің жүргізушілері мен, әріптесім Жанна. Бүгін бізде керемет қонақ. Өздеріңіз біздің анонстан көрген боларсыздар. Енді ол қонағымызды Жанна өзің таныстыра ғой. Бірінші мен сәлемдесейін ағайын. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Сіздерді саған отырмын. Бүгін дүйсенбі сана подкасты. Алдағы 2 сағат уақытты біз керемет жан, бізге келіп отырған қонағымыз, эксперт, маман, коуч, блогер, және де өте керемет жан, Роза Аширбаева. Қанекей шапалақтарыңыз. Амандасып қойыңыз. Қалыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Күшті барлығы бізде. Бүгін қонақ келеді, бір ерекше андай настроймен отырмыз. Сізде қалай көңіл күй? Керемет. Келетқан кезде мен жалпы өзім интервью, подкасттарды өте жақсы көрем. Жақсылап дайындалам. Жолда келе жатқан кезде мен тікелей эфирге шығып, от алып, моторымды қыздырып сөйтіп келем. Иә, жаңағыдай ұйықтап отырмаймын интервью бастаған кезде ше. Бірден от алып уже дайындалып отыратындай. Жалпы сізге қарасам, тек қана интервьюда емес, жалпы барлық 24-те жеті осылай жүретін сияқтысыз ғой. Олай емес, мен өте еріншек адаммын. Бірақ жұмысқа келген кезде бірден қосылам. Бұл жұмыс мен үшін жауапкершілік. Излишки профессия дейсіз ғой. Керемет. Енді біздің де жұмыс негізі солай, себебі енді көрермендерге, тыңдармандарға ол маңызды емес. Сенің өміріңде не болып жатқан, көңіл күйің бар ма, жоқ па? Олар ақшасын төледі, немесе уақытын бөліп қазір эфирге кіріп отыр, значит бізден бір нәрсе күтіп отыр. Сен жұмысың жаса болды. Қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік, бізде чат бар, яғни егер де қандай да бір көкейлеріңізде жүрген сұрақтар болса, біз қазір тақырыбымызды бастаймыз. Сұрақтарыңыз болса, біздің чатқа жазып отырыңыздар. Біз міндетті түрде келген қонағымызға қоятын боламыз және сол сұрақтарға жауаптарыңызды алуға сіздерге бүгін керемет мүмкіндік бар. Роза ханымның отырғанын пайдаланып, осындай мүмкіндікті өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Біз міндетті түрде жауапсыз қалдырмаймыз, сондықтан күтеміз. Жалпы бүгінгі подкаст өте барлығына пайдалы болады деп ойлаймын. Көп қазір дәптерлеріңізді дайындап отырыңыздар, көп нәрсені түртіп алатын шығарсыздар. Ручка қағаздарыңызды дайындап. Жалпы мен алғашқы мынандай тыңдармандарға айтып кете салайын, жалпы бүгінгі тақырып не екен? Бүгінгі тақырып жалпы қазіргі современный өмірдегі қарым-қатынас. Себебі бәрібірде бұрынғы 10 жыл бұрынғы қарым-қатынас пен қазіргі қарым-қатынасты салыстыруға болмайды. Ол заман ағымына байланысты барлығы өзгеріп жатыр, адам да өзгеріп жатыр, және ценностьтер да өзгеріп жатыр. Соған байланысты қазір Роза бізге өзінің жалпы мамандығы бойынша өзінің опытымен және өзінің ойларымен бөлісетін болады. Әрине. Менің алғашқы сұрағым осындай болып тұр. Жалпы осындай коуч деген мамандыққа қалай келдің? Себебі бұл үлкен ответственность қой. Адамдардың өміріне, себебі кез келген сізді тыңдап отырған, немесе сізді оқып отырған тыңдармандарға сіз кәдімгідей направление бересіз.
үлкен ответственность былай қарап тұрсаң. Қалай пайда болды осындай ой? Адамдарға көмектесуден пайда болды ма? Көмектескіңіз келді ме? Әлде осы әлемде, осы елімізде бір нәрсе өзгерткіңіз келді ме? Жұмыстан пайда болды ол. Менде кез келген проект бір сұраныстан пайда болады да. Басында мен жалпы осы білім беру саласына келген кезде, инфобизнес саласына келген кезде, мен тек методист, маркетолог ретінде ғана және продюсер ретінде ғана жұмыс істеп бастадым. Бірақ кейіннен өзімнің де бөлісерім бар екенін біліп, мына қаржы саласынан бөлісетін бар екенін біліп, оған дополнительно өзімнің мамандығыма қоса коучингті оқыдым. Орта Азиялық Эриксон мектебінде. Мен профессионалды коучпын. Қаржы саласында көп курстар жасадым. Студенттердің алдында қаржы сауаттылық бойынша сабақ беремін. Бірақ та мынандай проблема бар бізде, қоғамда ақшамен проблема деп келеді да адамдар ше. Қазбалап келсең қарым-қатынасқа келеді. Бәрібір тамыры. Өйткені жалпы бізде қоғамда ақшаны ақша ретінде көбісі қарай алмайды. Бір қарым-қатынас құралы ретінде қарайды. Даже қыз бен жігіт жүретін болса. Танысқан кезде қай жігітке кім көбірек қалтасында ақшасы бар жігітке қарай ма, жоқ ақшасы жоқ жігітке қарай ма қыздар? Әрине, да, қыздар әрине. Яғни машинамен жүрген, костюм киген, қымбат сағат таққан жігіт көзге түседі. Больше притягивает. Ол сұлурақ сияқты көрінеді, ол ақылдырақ сияқты. Себебі ақша деген уверенность береді ғой. Қалтасында ақшасы бар адам уверенность айтады. Көрдіңіз ба? Ал негізі ақша ол инструмент ретінде тек қана сатып алу және алмасу құралы ғана. Алмасу құралы ғана болды. Оның ешқандай функциясы жоқ. Бірақ біз психологиямызда жалпы өзіміздің коммуникация тіліне ақшаны өте қатты кейліктіргендіктен қаншағы жерден мен қаржылық коучпын деп жазып қойсам да, маған сол қарым-қатынас бойынша сұрақтар қояды. Әр эфирімде одни и те же вопросы. Сол бір сұрақ. Жігітім бүйтіп еді, күйеуім бүйтіп еді деген. Сіздің блогыңызда, негізі Инстаграмда егер ақтаратын болсақ, көп сұрақтар, запростың барлығы сол жөнінде. Қарым-қатынас. Мен күйеуім үйден қуып жіберді, жұмыс жасай алмай жатырмын, қалай бастаймын, өзім осындай болып жүрмін, бүкіл сенімділігім жоқ өмірге деген, ана енем ақшаны тартып алды, анам бүйтіп алды деген сұрақтар, запрос өте көп. Мысалға. И сіз сол запростармен, получается, алдын ала олай болады деп білген жоқсыз. Мен қаржы және бизнес туралы сұрақтар болады деп ойлағам. Бірақ соған алып келді. Бәрібір қарым-қатынас. И сіз сол ой жоқ деп оны тастамай, соны ары қарай алып кеттіңіз. Ерінбеймін. Ол сұрақтар таусылмайды. Менің жұмысым бітпейді, мен оны білемін. Былтыр августте бастағам осы тікелей эфирлердің легін аптасына 2 рет жасаймын. Бірақ эфирден эфирге сол баяғы сұрақ. Күйеуім мамасының баласы, күйеуім ішеді, жігітім боқтап сөйлейді, 1 жыл болып жүргенімізге, мен оны сүйем, ол да мені сүйеді, енді ол қойып кете ма дейді. Қоймайды ол. Қоймайды ол. Как она есть дейді. Как она есть, ол қоймайды. Яғни бізде қыздарда бір әдет бар ғой, ертегідегідей бақа жігітті сүйсем, ол принцип болып кете ма деп ше. Болмайды ғой ондай. Адам өзгермейді дейсіз ғой. Адам өзгермейді. Мысалы, сондай бір қағида бар, адам өзгермейді деген, Сіздің опытыңызда кездесті ме? Мысалы, сізге адам келеді өзінің сұраныстары бойынша. Өзін өзіне жұмыс жасау арқылы, өзін дамыту арқылы, сана сезімі, яғни кругозоры, мировоззрение, мироощущениесі өзгерген адамдар. Былай болады ол. Жалпы біздің темпераментіміз, біздің тип мышления, тип личности, ол туылғаннан болады да, 25 жасқа дейін уже қалыптасып қояды. Адамның психикасы 8 жасқа дейін қалыптасады, основа психики 8 жасқа дейін қалыптасып қояды. Одан кейін 25 жасқа дейін оның жаңағы тип мышления, тип личности уже қалыптасып қояды. Адамда өзгеруі мүмкін білім деңгейі, әдеттері, әдет тұрғысынан ғана өзгересің. Бірақ адам ретінде сен өзгеріп кетпейсің никогда. Яғни сол темперамент сенде қалады, сол тұлғалық сен личность сол күйінше қалады. Сен тек өзіңнің әдебіңді, әрекеттеріңді, привычкаларыңды өзгерту арқылы қарым-қатынасыңды, өміріңді, қаржылық жағдайыңды өзгерте аласың. Яғни сен мысалы мінез-құлқыңды өзгерту деген мысалы бақаға күйеуге шықсаң, ол бақа болады. Никак па? Ол егер өзі қаласа, ол ауысуы мүмкін. Негізі мынау бар ғой красавица чудовище. Сказканың соны негізі разбор жасауым керек еді соны. Содан көруге болады. Бәрі ойлайды ғой, жаңағы Белла спасла вот этого чудовище. Ол принцип болып кетті, ары қарай күшті өмір сүреді деп. Он, егер сол мультфильмді қарасаңыздар, это чистой воды абьюзер.
жаңағыдай айғайлап ұрсып үйінде бүкіл жаңағы қызметшілер оның жағдайын жасаса да он все равно все вокруг виноваты, он абьюзер. И ол түрі өзгеріп принцип болғаннан ол өзгермейді. Мысалға да даже қарым қатынаста таныстарыңыз бар шығар, мүмкін өздеріңіздің өмірде ондай жоқ шығар. Мындай ситуация бар да, күйеуі ұрады, ішеді да, сосын 3 күннен кейін екеуі қайтадан сүйісіп отырады. Иә. Сондай ғой? Иә. Иә, бүкіл жаңағы туған туысқандарын шақырып, ойбай айнау мені үйтті бүйтті дейді да. Сосын сен жексұрын боласың. Екеуі қайтадан сүйісіп отырады. Иә. Иә, Арамызға түстің деп сені кінәлай бастайды ма? Сен кінәлайсың. Иә, то есть глобально адам өзгермейді. Өйткені ол әдетті өзгерту оңай нәрсе емес. Мысалы бала солақай болса оны оң қолға үйрету қаншалықты ұзақ? Өте ұзақ, иә. Тура сол сияқты. Ол тек қана тамақ жеу әдебіне ғана қатысты да. А представьте, человек всю жизнь 30 лет был абьюзером. Ол бірден ондай өзгермейді. Иә. Оған күнделікті жұмыс керек. Ол күнделікті өзі түсініп, сол жауапкершілігін өзі түсініп, өзі өзгеру керек. Осознанно түсіну керек. Өзі келу керек соған. Өзі соған келу керек. Адам тек қана өзін өзгерте алады, бірақ біреу оны өзгерте алмайды. Бізде жігіттердің қоғамда өзгеруі өте қиын. Неге? Өйткені изначально біздің қоғам жігіттерге талапты аз қояды. Сондықтан да олар абьюзер болып өмір сүреді. Немесе жаңағыдай мамасының баласы тым жаңағы бос белбеу, немесе абьюзер. Екеуінің біреуі ғана. Шынымен талапты аз қояды дегеніңізге толығымен келісемін. Мысалы жігіттерге бармын, бар, қабылда деген. Бар болғаныма риза бол деген сияқты. Қыздар үйтпейді ғой. Қыздар миллион раз айнаға қарайды. Мен енді ол үшін өзгеруім керек. Мен енді бүйтуім керек. Жігіт мысалы айтса да, сен мен ұнамайды сенің киіміңді ауыстырып кел десе, ерінбей барып киімін ауыстырып келеді. Мен айтамын, қыздар сендер жынды болдыңдар ма? Естуің дұрыс па сендер? Яғни қыз қоғамда әрбір қыз өзіне талап, яғни жігітпен қарым қатынаста өзіне жоғары талап қоюды талап етпесе жігіттен, да? Ол қоғам өзгермейді. Әрбір қыз талапты жоғарылату керек. Кешікпе? Неге сен кешігесің свиданияға? Неге сен айтқан сөзінде тұрмайсың? Сол талапты қош кешіре салайыншы мейлі өзі жаңа қыздар иіліп тұрады ғой. Вот сол иілуді қою керек та. Хватит уже обслуживать мужское эго. Пусть они тоже өздерін жеттесін. Өйтпесе, егер қоғамда әрбір қыз жігіттерге сондай жоғары талап, өзіне деген құрметті талап етпесе, ол қоғам өзгермейді. И так ұлдарға өте чрезмерно жоғары привилегия берілген. Элементарно ғой, өткенде тиктокта маған кім бар ғой, өте қатты ұнайды, сол кісімен бір подкастқа шақыратын адам болса екен, сондай желанием бар. Молдияр Ергебек. Иә, керемет. Сол кісі айтады да жаңағыдай, жалпы бізде жаңағы пениске табыну деп жатыр ғой. Көрдіңіздер ма сол тиктокты? Жоқ, көрмедім. Жаңағыдай баланы туылған кезде әпшу бер. Иә. Яғни вот сенде бар, вот у тебя есть пенис, ты святой. Бала туылған кезде мысалы әйел адам екіқабат болған кезде бәрі күтеді, УЗИ-дан көрген кезде ұл болса екен, ұл болған кезде қуанады, қыз болған кезде мейлі енді тағы да әлі жассың ғой деп айтады. Уже келесі болады ғой деген сияқты. Әйел адамның өзінде де сол уже миында тұрады да, ұл болса екен. Уже келіндерде мысалы қазақтың, одан кейін қыз көп болып кетсе, амалсыздан оның өзінің еркіндігі ғой, босану деген сияқты. Бірақ ол сонда да ұл туым керек деп, сол өзінің денсаулығымен, барлығымен зардап шектіртіп, соны дүние әкеледі. Қалай да болса да. Сол егер келін ұл тумаса, оны бүкіл семья оны бір мүсәпір, бір отброс ретінде көреді қоғамда. Сондай нәрсе да. Осының өзіне түсінуге болады да, ұлға деген необоснованный привилегия беріледі да. Біз қоғамда теңбіз ғой. Бізде конституцияда тең құқықпыз, біз гендерлі саясат. Советский страна. Советская страна. Осы нәрсеге мен таңғаламын әлі де. Бірақ ол нәрсені мысалы үшін мен бір жұмыстан ғана көрген жоқ, мен өмірімде де сондай. Біз үйде 5 ағайындымыз, 3 қыз, 2 ұл. Ең кенжеміз ұл болды. Менен кейін інім туылған. Ол 2 айында ауырып қалды. Сөйтіп инвалидность болды да. И одан кейін 2 қыз туылды. Мои родители страдали всю свою жизнь. Ұл жоқ, бізде дені сау ұл жоқ деп. 2001-де інім туылды. Уже 86-тағыным уже бір қайтыс болып кетті. 2011-де. И ол проблема өте көп. Мысалы, қыздан кейін қашан ұл туады екен деген проблема сондай өте көп. Мен осы теманы мен кішкентай кезімде түсінбейтін едім да. Сендер не король, сен монархсыңдар ма деймін да, жаңа артында ұрпақ қалу керек дейді да. Ұрпаққа сен не қалдырасың? Қарыздарыңды ма, ипотекаңды ма 25 жылға алған? Не қалдырасың? Мен түсінбеймін да сол нәрсе, такой вот эго. Менен ұл қалу керек деген. Өліп қаласың ғой.
иә сен өліп қалғаннан кейін болды, разницы нет. Ол адамға, ол балаға не берем деп ойламайды, керісінше, иә, шынымен өздерінің эгосын, өзінің эгосы үшін ұл туғысы келеді да. Иә. Менде ұрпақ қалу керек. Что? Сен монархсың ба, сен кімсің сен? Мен түсінбеймін оны. Корольсың ба? Корольсің ба? Мен соны түсінбеймін. Мүмкін маған оңай шығар өйтіп айту. Менде ұлдар ғой. Мгм. Мен өйткені қоғамдағы жаңа тек қана қыз туып ұлға қол жетпей жүрген әйелдер мүмкін до конца түсінбейтін шығармын. Бірақ мен өзімнің мамамның сөйтіп жаңағы інім туылғанша солай қашан ұл болады екен деген сол теманы көтерген нестеген кезде у меня такая несправедливость была внутри. Мен сіңілімді 95-те сіңілім туылған кезде менің өзі жасым 11-де. Сол кезде ұл туылды деп айтқан ғой роддомда. Акушерка то ли видимо шатастырған папаға. Сотовый ештеңе жоқ қой. Папаға ұл туылды деп айтқан. Сонымен ол уже тойлап қойды, мама роддомнан шыққан деген ше. Представляете, а потом девочка. Ага. Вы понимаете, какое это ужасно. Сізге оны кейінірек айтты ма? Мен бүкіл сол событияның ортасында жүрмін ғой. Көріп жүрмін ғой, 11-демін. Мен соны көріп жүрдім, мен білдім. Часто айтылатын беді ол сонда үйде? Это факт, оны мамада папада жасырған емес, қазір айтады. Сосын мен сендер баяғыда сөйтіп не қылатын енді сонда енді ұлға қалады қой, не істейміз енді, қоғам сондай. Сол біздің әке-шешеміз негізі сол құндылық қалып қалған қатты. Енді ол әке-шешеміз ғой, біз оларды тәрбиелемейміз, бірақ қазіргі жастар сөйтіп не қылып ауырады деймін да. Қазіргі жастар қалып қалған. Ол қазіргі жастардың да проблемасы. Ондай әлі күнге дейін. Ол үлкен кісілер мен түсінемін, олар енді өздерінің не осуждать ете алмайсың оларды. Иә, соғыс көрді ғой. Соғыста енді старались ұл баланың еркек адамның жаңағы құндылығы туралы енді белгілі нәрсе ғой. Соғысқа барады, көбісі жаңағы соғысқа ұлдар кеткеннен кейін қорғаушы керек. Иә, ұлсыз қалады, соны сағыныш болады деген сияқты мәселеде оның құндылығы чрезмерно жоғары болғанын түсінемін. Қазіргі заманда ондай емес қой. Қазір соғыс жоқ қой. Украинадағы соғыс. Құдай сақтасын енді. Ол Украинадағы нәрсені де біз болады деп ойлаған жоқпыз ғой. Мен жалпы жаңа қазіргі заманның да проблемасы деп айтып отырмыз ғой. Себебі менің жақын танысым бар, 2 қыз дүниеге алып келді, кейін жаңағыдай өзін өзі жеп жүрді. Үшінші осы ұл туып беріп бір тынышталса екен, бір тыныштандырсам екен, тек күйеуін ғана емес, яғни туысқандар жағынан да, қайын жұрт жағынан да құлағым тыныш болады. Сол кезде маған отношение өзгереді дейді. Кәдімгідей разница бар. Қаншалықты әйел адамға сол кәдімгі масыл, иә, үлкен. Енді қыздар, мақұлдан саған енді ұл туу конкретно керек екен. Негізі, егер биологиялық тұрғыда қарасақ, ол нәрсені запланировать можно. Басыңды қоссаң, врачтармен сөйлессең, определенный өз расчет хромосомы. Короче, саған ол керек па? Запланируй, сделай красиво, а не так, чтобы көзің жұмып, получится, не получится, получится, не получится. Не так же. Иә, әр нәрсеге стратегически дайындалып не істеуге болады. Ұл туғың келе ма? Дайындалшы. Дайындал, өз определенный диета ұстау керек. Это тоже особенно ер адамға. Иә, өйткені оған байланысты. Диета ұстау керек, консультация с врачами, определенный расчет дней. Сөйтіп кішкене дайындалуға болады ғой. Немесе оплодотворениеға барып, ішінде қарау керек на уровне эмбриона. Вы ходите из ситуации как-то так, решайте проблему в начале. Ол тағы да білімсіздікке соның салдарынан ғой. Иә, то есть ол проблеманы қазір шешуге болады да. Сен соны сөйтіп шеші, жаныма туа бермей. Угадай, не угадай. Пока болғанша туа берем деп. Да, русская рулетка. Зачем? Иә, сол мәселеде. Шынымен де. Иә. Я пойму, если бы эта проблема была нерешаемая. Решаемая же проблема. Прям если ол хочешь. Ал енді қарым-қатынасқа келейік. Чатта мына жақта тыңдарманымыз жазып жатыр. Сіздің жаңағы историяңызға акушер шатастырып алды, ол болды деген историяңызға өзінің ойын қалдырып кетті. Менде де дәл сондай болған. Әкеме ұл деген тойлап қуып кеткен, жалғыз қораз сойылған, аяғында мен қыз болып шықтым дейді. Обидно, иә? Ең обидносы және қазақтардың ондай аттар қазір бар ма жоқ па? Ұл болсын, жаңыл, тоқтат, кімтады. Ұл бике. Доғар, тоқтат бәрін, ұл болсын деген ат қалай? Өте ауыр ғой негізі. Ол ауыр. Ұлжан. Мен сіңілім, сол 95-тегі сіңілім. Оның аты Маржан енді. Ондай ат қойған жоқ, бірақ ол историяны білмейді емес, білет. Она консультируется постоянно с психотерапевтом. Для нее это большая травма. Қал қойған. Для нее это большая травма. Нежеланный ребенок деп ойлап қалады өзін кәдімгідей. Кез келген бала дүниеге келген кезде
кез келген адам дүниеге келген Ол кезде таңдамайды, мені иә. күтіп жатыр деген оймен келеді да. Иә. И саған ой, нет, ты ошибся дверью деген. Это издевательство. Иә. Это издевательство над личностью уже на момент рождения. Енді ол бір кәдімгідей қазақтардың бір өмір салтына сіңіп кеткен бір салт болып қалыптасып кетті ғой. Қыз баланың атын солай қою. Мен недавно осы бір тема жөнінде сөйлескен болатынбыз. В основном это работает. Бір қызығы. Шынымен сондай энергия, сондай посыл ше, қатты. Бүкіл атам заманнан келе жатқан энергия шығар сол. Атын қойған кезде бүкіл атам заманнан кейін бәрі сыйынып сол ұл болады шығар, аяғы білмеймін. Бірақ енді ондай аттар негізі сол біздің таныстармен сөйлескен кезде олар үйреніп кеткен, бірақ сонда да подсознательно ол кәдімгідей уже айтып тұр ғой знак. Сен ұл болуың керек еді, бірақ сен қызсың, сол үшін саған ұл болсын деп қойдық, келесі ұл болу керек деген сияқты. Ұлдана, ұлбике көп қой. Ұлту деген. И ондай қыздар келеді ғой, жаңыл сосын. Жаңыл кетті деймін. Жаңыл, действительно, мен оны кейін білдім. Мен де шынымен қазір жаңыл тоқтат деген, жаңыл деген жаңыл қалды, сосын сенен кейін жаңағы ұл туылсын деген нәрсе ғой. Жаңыл деген қазақтар да қоя береді. Тоқтат, доғар деген сияқты примерно. Сол сияқты да, былай енді маған енді әртүрлі адамдар келеді ғой. Былай живой консультацияға бизнесте жаңағыдай әйел кісілер келген кезде, егер аттары сондай жаңағыдай болатын болса, уже понятно, с какой проблемой работать. И неге адамның ақшасы жоқ. Уже маған түсінікті да, сонан ақ білуге болады. Там большая травма. Жалпы сіз в основном жаңа инстаграмға қаратсақ та, инстаграмдағы оқырмандарыңызға әйел адамдар, яғни қыз балалар, ал жалпы жігіттер өздерінің проблемасымен келе ма сіздерге? Менде аудиториямда қазір 95% қыздар, 5% жігіттер. Жігіттер келеді көбіне, қазір осы күнге дейін мен практикамда болған нәрсе, үйленгеннен кейін сұрақпен келеді. Мен әйеліммен қарым-қатынаста қазір осындай кризис деген сұрақпен келеді да. Ал жаңағыдай жүріп жүрген жігіттер келмейді. Олар өйткені опять-таки жаңа эго, у меня все классно деп ойлайды ғой. У меня нет проблем. Девчонки, если екеуміз жүре алмай жүрсек, проблема сенде, дорогая моя. Жібермей ма? Сөйтіп келеді, сен уже бас таяққа тиген кезде, үйленген кезде ғана келді. Бірақ осы ситуацияға қазір оған да мен үлес қосып жатырмын ғой. Менде қазақша Тиндер пайда болды. Да, шынымен. Қазақша Тиндер. Аты қалай? Сториста, сонда қазақша Тиндер деген такой сторис-шоу, инстаграм-шоу, можно сказать. Да. Я предложила, мынандай ситуация болды, ол случайно шыққан, опять-таки сұраныстан шыққан проект. Қазір осыған мұқтаж жандар жақсылап тыңдап отырыңыздар, ол қалай жұмыс жасайды, қалай кіру керек. Короче, ол былай болды. Мен әйелдердің жұмыс істеу керек туралы теманы көтердім парақшада. Сториста қырылып аттым. Сәресі түнде ғой, енді ұйқым келмейді. Соны қырылып аттым. Сол кезде бірнеше жігіттер қарап, сол стористарға реакция беріп отырды. Яғни оң реакция беріп отыр, әйел адам жұмыс істеу керек, ақшасы болу керек деген темада. Соны шығып, көріп, жаңа парақшасын көріп, бойдағы жігіттер маған жазылған. Түрлері әп-әдемі, қарасаң жұмыс істейді, жас болған, мынандай эксперт, мынандай маманмын деген сияқты. Сосын ойладым да, послушайте, қыздар деймін, 95% қыздар ғой. Послушайте, я говорю, менде сол өзі көп бидайдың ішінде бір-екі арпа жүр, соны сендерге шығарып көрсетейін ба деді. Вдруг бақтарын тауып кетесіңдер. Мен сендерге, мен айтпаймын, бүкіл жігіттер жаман деп айтпаймын. Мен сендерге жақсы жұмыс істейтін, сондай мінезі жақсы, менімен ойы дұрыс келетін, адекватный жігіттерді көрсетейін. Сендер қарап шығыңдар деп. Сонымен қыздардың бәрі, вау, давайте деп. Сонымен мен жігіттермен сол жерде переговор жасадым. Хотите, мен сіздерді шығарамын деді. Бірінші сұрап алдым, бойдақсың ба, бойдақ емессің ба? Соның арасында бір-екеуі бойдақ болмай шықты. Сонымен кейін жаңағыдай, нормально деп келісті. Сонымен бірінші подборкаға 10 жігіт түсті, кандидатура. Бәрінен сұрап шықтым, атың қандай, жасың қаншада, немен қызығасың, қызығушылық обязательно, қандай жұмыс істейсің, табысы болу керек. Жұмыс істемейтін жігіттерді шығармаймын, конечно же. Сосын қай қаладансың, и руың қандай, елің қандай. Ну, чтоб сразу жаңағыдай бізде қазақта ру бірдей жетіған. Үміттенмей қойсын да. Вдруг өзі туысқан болатынбыз, бәрібір үйленбейді ғой бәрібір. Сосын сразу сондай отсеивать ету үшін сразу руын біліп қойсын, жаңағы орта жүз, қоңырат деген сияқты қылып бөліп қойып ше. Сонымен 10 кандидат шығардым. Енді спрос бешеный ғой. 95% қыздар дейсіз. Бірақ науский жігіттер келді ғой. Күшті. Жаңағы мұғалім болып жұмыс істейтін жігіттер. Мне, например, преподаватели парни нравятся. Жақсы ғой. Ол егер ер адам мұғалім болатын болса, ол значит бала тәрбиесінде жақсы, ертең жақсы папа болады ол.
сол сияқты өзім бүйтіп отбор жасап сөйтіп 10 жігіт шығарып едім. Қазір енді запрос келе бастады әртүрлі жігіттерден. Көріп мен де сол өзім бағымды сынап көрсем деп едім деп. Реально жұмыс істейтін, қызметі бар, карьера қуған, көзі ашық, сондай не. Сосын мен өзім бәрібір адамдар былай сөйлескен кезде немесе инстаграмына қарап, суретіне қарап, оның психотипін анықтай аламын ғой. Соны отбасы құруға психотипі жаңағыдай спокойный отбасы құруға психотипі сай келетін жігіттерді шығардым ғой. Сонымен осы рубрика ары қарай жалғасатын болды. Ал енді сол жаңағы сіздің топ 10-іңізге топ 10 қыздар келді ма? Қалай? Результат бар ма? Мен ол жерде қыздар шығармаймын. Тек жігіттер шығарып, қыздар өздері жазады. Сол қыздар өздері жазып, бір какой-то бір не болды ма? Результат болып мен жігіттерден отбор сұрадым, то есть обратная связь сұрадым жігіттермен. Жақсы қыздар жазды, но көбіне осы жерде мен қыздар подводить етті ғой. Не істеген? Ой, бір сосын мен эфирге шығып қырып қыздарды бір ұрысып алдым. Сендер неге тормоз боласыңдар деп. Жоқ, парақшаларына кіріп лайк қойып шығып кеткен өзі жазады деп. Сен есің дұрыс па деймін да? 12 конверсия, 13 000 переход қой бір парақшаға. 13 000 бір жігітке. 13 000 парақшасына 13 000 адам кірген. Соның қайсысы бәрі лайк қойса, ол қайсысына жазады ол? Бірде біреу болмаған ба сонда жазған? Жоқ, жазған арасында жақсы сөйлесіп, енді как бы эффект сразу емес қой, кейіннен сұраймын ғой әлде. Ну, жақсы қыздармен таныстым, бір жігіт жазып еді, мен конкретно үйленгім келеді деді. Сонымен уже қазір бір жақсы өзіме ұнаған сөйлесіп жатқан қыздар бар деді. Все, ары қарай сөйлеседі. Сосын одан бөлек жаңағы қыздарға тағы бір ұрысқан екінші мәселе, сен жігітпен танысуға жазасың да, бірақ сен өзіңнің суретің жоқ, закрытый, парақшаң жабық, суреті жоқ. Вообще Еркек шығарсың ғой. Все возможно. Иә, сен еркек шығарсың. Осындай не, ой, бір шығып бір қырдым ғой қыздарды, вообще вообще эфирде ұрысып. Кәдімгідей өздеріңіздің подписчиктеріңізге настолько үйреніп қалғансыз, ұрысып та аласыз, сөгіп та аласыз. Олар да үйреніп қалған, үндемей отыра береді. Біз дұрыс емес деймін. Сөйтіп отыра береді. Жаңа қазір попсо кәдімгідей. Өте дұрыс деп ойлаймын, егер қолда возможность тұрса, сондай үлкен сізде енді аудитория болып тұрса, олардың ішкі қалаулары өздері соған келісіп тұрса, неге жасамасқа? Неге жасамасқа? Менде реально мысалы қыздар ұзақ уақыт менде отыратындар, менде жаңағы менің эфирлерімді қарайтын қыздар уже біраз көзі ашылып, өздерінің жаңағыдай құндылығын білет, самооценкасы кішкене жоғары, менің курстарымды алған қыздар. Естественно, оларға бір жақсы вариант жігіттер көрсеткім келеді да. Адамдар негізі байқамайды, біз определенно біз өмірде бір ортада жүре береміз. Сол жұмыс, сол таныс, сол үй. Вот. Адамдар шықпайды. Вот. Еще солай жүреді де, мысалы, жасы біразға келген адамдар, неге мен жалғызбын дейді да, мен ұрсам да, сен ешқайыққа шықпайсың, үй, жұмыс, үйге келесің де жатасың, мына квартираға ешкім келіп тұрмайды, мына жақта бос қыз бар ма екен, ал кетсейін деп. Жалып жасайды, одан кейін айтады, бүкіл жігіттер жаман, бүкіл жігіттер дейін дұрыс жігіт жоқ дейді. Дені дұрыс жігіттер жоқ деп қыздар сөйтіп көп айтады да, сол үшін мен жаңағы қазақша тиімдірға дені дұрыс жігіттер жазамын ғой. Міне деп. Міне, білім қуған, міне магистратураны бітірген, ақша табады уже. Иә, мысалға, ол ақша табу мен үшін үлкен критерий. Потому что ақша табатын адам ол жұмыс істейді деген сөз. Иә. Болды, ал жұмыс істейтін адам ол уже басқа адамдармен сөйлеседі. Ол кішкене іскер адам кәдімгідей. Іскер, ол кішкене ана шариктер қимылдайды деген сөз. Сіздің теңеулеріңіз бар емес, вообще топчик қой. Осындай ол. Сондықтан да это первый критерий. Мен қыздарға да ұрсам ғой, отыра бермей үйде. Мен бывшийімді қалай ұмытамын, жұмыс істеймін. Жұмыс істесең бывшийіңді ұмытасың. Иә. Сен таңда жұмысқа кіріп түнде шықшы. Атыңды ұмытып қаласың. Иә, қайдағы жігіт дейсің. Қайдағы атыңды ұмытып қаласың. Кейбір андай жұмыстар болады, кіресің да, бір қыстама жұмысқа тұрсаң, бір күні қарасаң да жаз да, сен дәл жұмыста жүрсің да. Вот сондай жұмысқа тұрып жүрді, сол кезде сен бывшийді да ұмытасың, бәрі күшті болады, ақшаң да болады. Бірақ тоже жаңағыдай баланс ұстау керек, қатты жұмысқа кіріп кетуге де болмайды, өзіңді бәрін ұмытып. Ну, знаете, қыздар, я бы рекомендовала бы до 23, бір 22-23-ке дейін бір бас көтермей жұмыс істеу керек. Үлкен опыт. Ең мықты тәрбиеші ол еңбек қой. Иә. Сондықтан да, конечно, қарым-қатынас бәрі күшті, бірақ енді жұмысқа дейін бір зейін қою керек обязательно. Тип қашып емес. Ол определенно сосын критерий. Мен көп адамдарға қоятын критериім, сен соңғы жұмыс істеген жеріңде қанша уақыт жұмыс істедің? Тұрақтылығың ба? Иә, тұрақтылығың сенің. Мен не себепті шығып кеттің? Ол сол айтқан кезде ол сол әңгімеден өзі понятно адам кім екенін. Түсінікті.
ары қарай до свидания деп отырады. Иә, сол жерден сол экзамен өтпесе болды, ары қарай сөйлесудің қажеті жоқ. О человеке говорит его в первую очередь это его внешний вид. Қазіргі кезде әлеуметтік желідегі парақшалар и внешний вид в целом, и екінші мәселе ол сөз ғой. Иә, сөз саптауы жалпы. Сөз саптауы, иә. Ол өзі туралы не айтады, просто сама презентацияның өзінен кімнің қандай екенін көруге болады. И өкінішке орай осындай моментте мықты жаңағы мінезі жақсы, тұрақты, жұмыс істейтін маман, сондай мықты жігіттер бар да, бірақ өздерін сама презентация жасай алмайды. Мен оларға ұрсам, жүресің дегенден 35-ке дейін үйленбей сосын деп ше. Скромный слишком скромный, мені тауып алыңдар дейтін. Сондай жігіттер ше орыс қыздар тауып алады. Орыс қыздар? Мен таң қалам ше, мә бәле ғой олар ше. Біздің қазақтың қыздарын тек жылтыраған жігіттер жақсы ше. Артында күн көрініп жүрген жылтыраған жігіттер да. Ал жаңағыдай реально мықты жігіттер бар да. Стоящий семья құруға, жақсы әке, жақсы семейін болатын жігіттер бізде аңқайып қыздар ше, қарап танымайтын оларды. Орыс қыздар жұлып кетеді ғой. Бәле, қарасаң әдемі орыс қыздармен жүреді. Не бір күшті айтишниктер, математиктер, физиктер ше. Ол жігіттерге де орыс қыздардағы бір қандай да бір качество ұнайтын болып тұр ғой. Енді еркіндігі шығар. Біздер жаңағыдай лайк қойып өзің жаз деп отыратын болса, ол қойшы кім сөйлеседі сен? Зачем? Я их сравниваю, мен ондай қыздарды сендер Рапунцельсіңдер деймін, оны башняның ішінде отырасыңдар, шаштарын шығарып қойып, сендер біреу тауып алу керек. Ну так не бывает в жизни. Так в жизни не бывает. Жыламаған балаға емшек жоқ дейді. Конечно. Бұрын біздің мысалға ғұламалардың өздері көп, біраз ғұламалар, ағартушы ақындар былай қарағанда орыс әйелдері болған ғой. Шынымен былай қарай тарихты ақтарған кезде немесе тоқылдары орыс болған деген сияқты темалар бар да, и соған қарағанда кішкене етіктері ғой, бір енді ол жасырмайтын жоқ, және ойлау қабілеттері, сөйлеуге бір темалар бар деген сияқты. Ой, біздің қыздар зинәздер торымыз болды. Енді сенің парақшаның суретін жоқ. Жауып алғанда барып лайк қойып шығып кетсең. Қандай сосын отырасың дейсің. Мен жалғызбын, неге менде жігіт жоқ? Пожалуйста. Сол үшін сенде жігіт жоқ. Осы сұрақ күнде бір қанша рет келеді, неге менде жігіт жоқ деген. Ол это не считать, это күнде просто мен эфирде одни и те же вопросы. Мен ойлаймын, қыздар ше, кімді қандай болу керек? Диана Қырықбай сияқты болу керек қой. Өзіне білет бағасын, захочу общаюсь с тобой, не захочу не общаюсь. Вот қыздар сондай болу керек. А көп қыздар оны жаңағыдай құтырған қыз, сондай деп айтады да, көкбет сөйтіп айтады да. Нет, сондай болу керек. Зато у нее поклонников отбавляй. Дұрыс қой. Қызда ер азаматты таңдау қызда болу керек. Мужчина предлагает, ал енді женщина выбирает. Иә, ал енді мынандай жағдай болса ше, мысалға тұрмыс құрған, бірақ кішкене отношенияларында ақаулар бар, я бұрынғы сол сенімділігі жоқ болып тұрмысқа тиді қыздар, енді өмір бақи сондай өтіп жатыр, бірақ өзгергісі келді жаңағыдай. Әйел дамып кетті, күйеуі сөйтіп қалып қайды ма диванның үстінде? Иә, насколько мысалы айтып тұрсыз ғой, өз-өзін енді жақсы көру керек, сол насколько сізге сондай запростар келеді. Мен күйеудемін, жағдайым осындай, маған көңіл бөлмейді, жай ғана тамақ істеу жүретін жанмын. Андай ғой, я вам больше скажу. Менде өте көп топ запростардың бірі тұрмыстағы келіншектерден. Мен ақша табам, мен дамығанмын, мен білім қуалаймын, ал күйеуім дамымайды. Сол баяғы үйленген күйдегі, сол кездегі деңгейде қалып қалған. Мне с ним скучно. Ну, даже если работать, там, тип қашып, там, таксует, наверное, максимум. Не істеймін деген сияқты, да. То есть у человека такой, да, мен қашан бақытты боламын. Мен қашан бақытты боламын, қашан мен өзімнің сүйгеніммен бірге, сүйгеніме көңілім толып өмір сүрем. Қашан біз екеуміз махаббатымыз сондай баянды болады. Ему наплевать на меня деген сияқты ситуация. Это повсеместно. Повсеместно сондай. Бұл жерде шешімді әйел өзі қабылдайды. Бұндай әйелдер көп қарасаңыздар қазіргі кезде. Блогерлар, инфлюенсерлардың ішінде өте көп. Где мужчина на диване, а она активная, зарабатывает деньги. Былтыр байқасаңыздар 22-ші жылы өте көп ажырасулар болды. И большинство разводов по этой теме.
иә ресейлік блогерлердің ортасында өте көп ажырасулар болды. Все, я не қылдым деп ажырасып жатырмын, развожусь, потому что я хочу свободу дейді да. Реально қазір әйелдер өте көп еркіндікті қалайды. Енді бұл жерде бұл проблема өте көп дамыған. Бұл жерде әйел өзі шешім қабылдау керек. Бір четкий бір инструкция жоқ. Ол болды, таста құрсын, басқасын тауып алсын деп айта алмайсың. Индивидуально ғой. Именно сол жағы қиын да. Тұрмыста мысалы балалар бар деген сияқты. Балалар бар, да. Бізде еще қазақ семья болса, ол да бір кейс. А от него толку нету. Не бала тәрбиесіне қатыспайды, не семьямен қызықпайды, әйтеуір жүр. Просто жүр әшейін. Кусок мяса. Диванный водитель. Диванный водитель. Бұл жерде әйел өзі шешім қабылдайды. Но я рекомендую ондай кезде хотя бы для профилактики его выгонять из дома. Для профилактики хотя бы. Сосын дальше понятно болады дейсіз. Да, отрезвлять кішкене бүйтіп. Если ол үйде жүріп, сен оған ұрсу арқылы, бір недовольствоны көрсету арқылы өзгеріс болмайды. Оны шығарып жібер. Шығарып жібер кішкене барып. Особенно қыс болса жақсы ше. Салқын кезде жақсы. Жазда қумаңдар. Бар болып паркте бір жерде ұйықтап келе салады ол. Қыста қусаңдар күшті болады. Ана туысқанға сыймайды, ана туысқанға ана досына сыймайды. Сосын қаңғып бәрін түсініп қайтып келеді. Нужно понимать, адамға реально сенің настройыңның серьезный екенін көрсету керексің, а не просто на словах. Өйткені сен сөзің өтпейді ғой, өтетін болса неше жылдан бері ол кішкене әрекет жасайды. Көбісінде жаңағы еркектерде мынандай ой болады ғой, қайда кетеді, баратын жері жоқ. Қайда барады? Әйелді ма? Иә. По факту мужчина один не может. Негізі иә. Бізде әйелдер тозып кетеді. Қорқатынан қуып жіберсем қазір. Енді басқа бір әйел кіргізіп алуы мүмкін. Хорошо. Но нужно понимать, нужно себя оценить больше. Өзін бағалайтын әйел, ақшасы бар әйелдің еркек кетпейді, қанша тепсең де кетпейді. Вот если ты себя любишь, если ты умеешь зарабатывать деньги, если ты не зависишь от своего мужчины, он всегда будет в тонусе. Сенің көңілінен шығуға тырысып тұрады да. Бұл жақта сен. Негізі жалпы бір сілкіп тұру керек дейсіз ғой. Конечно. Егер жаңадай ситуация, ол сілкудің алдында бірнеше этап бар да, переговоров. Ты сперва разговариваешь, объясняешь, да, без истерики, с позиции я. Сен қашан адам боласың деп мамасының сөзін айтуға болмайды. Сен айтасың, маған біздің ситуациядағы қарым-қатынастағы әңгіме осындай жағдай ұнамайды. Біздің отбасымыз, біз енді отбасы құрып жатырық, біздің енді ойымыз, мақсатымыз мынау болды ғой. Ал сен істеп жатқансың сәйкес келмейді. Қалай өзгертеміз? Что ты скажешь, да? Вот так вот надо разговаривать. Сен оңбаған кезінде, сен үйленген кезде бүйтеміз деп едің деген әңгіме не пойдет. Шынымен де осы жерде жаңағыдай радикальный конфликтқа баратын әйелдер де көп. Иә, ол жерде айтатын ол жерде конфликттің өзі дұрыс болу керек та, конструктивный должен быть. Иә. А ондай емес қой бізде. Әйелдерді осы жерде минусы сода. Сөйлесе алмайды, айта алмайды, конфликтке дұрыс кіре алмайды, дұрыс шыға алмайды конфликттен. Мудрый болу керек. Нет, я не навижу слово мудрый. Неге? Мудрый қыздар, ақылды бол, мудрая болыңдар, кешіре сал оның изменасын деген әңгіме. Жоқ, ол кешіре салуда емес, ол мудрость деген, жалпы мудрость деген не? Мысалы өзіңнің сенің қандай да бір ценностьтарың болады, сол ценностьтарыңды қазір мысалы осы конфликтный жағдайда сен дұрыс сөздермен жаңағы соны жеткізу керек. Ну, наверное, больше не мудрость, а вот образованность, наверное. Бәрі умение коммуницировать, это ол басқа нәрсе. Мудрость мудрая түсіндіріп стереотипна кетіп қалған. Иә, бізде қоғамда әйелге сен мудрая бол десе. Олар яғни былай қабылдайды. В кавычках мудрая. Мудрый болсаң сен терпеть ету керексің барлығын. Барлығын, мынандай ғой, типа мудрая в кавычках дейік, иә. Сен еркек бар ғой, еркекті көтеру керексің. Қонақтың көзінше, ой, осыны жасаватқан бәрін осы сәкен жасаватыр, осы бәке жасаватыр деп. Бізде қазақта сөйтіп даже қызды тәрбиелейді. Солай айту, иә. Сен ақылдысың ғой, ініңе бере салына ойыншықты. Иә, түсіндім. Вот это вот, сен ақылдысың ғой, ты же мудрая. Жасың аған. Сен ақылдысың ғой, қызым мына ойыншықты бала ініңе бере сал. Аған ғой енді ол мақұл дей сал дейді. Вы знаете, у меня очень много таких ситуаций, расскажу. Кошмар. Короче, қыздар, жас қыздар, мысалы, сіздер сияқты, жас қыздар жұмыс істейді да, әлі тұрмысқа шықпай, жұмыс істейді, ақша табады. Әке-шешесіне береді ол ақшаны. Почему-то. Өзіне емес, әке-шешесіне береді да. Әке-шешесі соған інісінің немесе ағасының кредитін жабады сол ақшамен. Мен миым төңкеріліп қалды сондайға. Сонда она пашет на кредиты своего брата-мужика. Или косяктарын жабады, қарыздарын. Да. И ондай қыздар өте көп жазады маған. Жұмыс істейді. Бірақ кәдімгідей, жұмыс істейді пысық. Ақшасын әке-шешесі мамалар ыңылдап жылап отырады. Хотя они воспитали этого мужчину.
өздері сондай ұлды тәрбиеледі, қолынан бірақ дым оған келмейді, шаң жуытпайды. оған шаң жуытпайды. И қыздар әпкелері қыздар ақша жинап береді, соның інісінің жаңағы киім кетігін жауып отырады әке-шешесі. Кошмар. Я своим родителям сказала, ни за что. Ну, шүкір, бірақ інім жұмыс істейді, зарабатывает очень хорошо. Значит, басында солай өздеріне позволять етті, солай оның ақшасымен управлять етуге. Осы жерде қыздарға не істейді осы қанша конфликт болса да бермеу керек ақша. Ол көмек емес, ол қиянат. Иә, ол қиянат. Сен еңбегіңе деген өзіңнің. И ол жаңағы бауырына да қиянат. Иә, ол өйткені дайын асқа тыққасық болып жүре инфантильность, это развивает его инфантильность. Все. Бұл жерде ешқандай бір пайда не жоқ. Жалпы қыз бала деген ол өзі бөлек әлем ғой. Оған онда ешқандай ответственность жоқ қой негізі. Отбасына көмектесу, біреуге ақшалай көмектесу, немесе бір тойын жасап беру, бірдеңе алып беру деген сияқты. Если мен всегда айтамын, я никому ничего не должна. Егер мен сендерге бірдеңе алып беретін болсам, мен любя должна, вот это просто өзім сыйлық ретінде, я. Сондай. Несправедливости такой очень много. Но енді ол жерде өзінің выборы. Раз уж она өзі позволила сол уақытта, егер қазір уақытында тоқтамаса. Она позволила, но оған сенде басқа выбор бар деген ешкім жоқ қой. Человек не знает об этом. Қызға как будто солай болу керек. Сол семьядан шығып тұр еще. Ол сол семьядан шығып тұр, и қызға сенде басқа выбор бар, сен төлемеуіңе болады деп айтатын ешкім жоқ. И ол осылай екен деп ойлайды. Жалпы қоғам. Пока ты не знаешь этого, да? Там же есть какой-то эффект, не помню, как он называется. Мысалы, сен өміріңде көрмеген нәрсені сен бар деп білмейсің ғой. Ол ондай нәрсені көрмеген. Я должна, значит, деп ойлайды да, ода выбор бар екенін білмейді. Соны өстіп отырамыз ғой эфирде. Ей, төлемеуге болады деп. Отырамыз, қыздар деп. Біз қазір чатқа кішкене көңіл бөлейік. Мына жақта сұрақтар келіп жатыр, және ойлар келіп жатыр. Сұрақтар болса жауап берейік. Жалпы өзіміздің ойымызды айтып отырайық. Жаңа сіздің жағдайыңызға менде де осындай жағдай болды деп жазған, ұл болып шықты деп ойлап, қыз болып. Ұл бала сияқты тәрбиелейді ғой дейді одан қалса. Қызды ма? Иә. Сізде ондай болмап па еді? Жоқ. Так. Ұл бала сияқты тәрбиелейді деген. Бар шығар ондай, көп емес бірақ. Әкелер шығар көбіне. Әкелері көбіне, иә. Мүмкін жаңағыдай одан ары қарай ұл болмай қалса, иә, мүмкін солай тәрбиелеу мүмкін. Төбелестіріп па? Иә. Қыздарды? Иә. Бар шығар, иә. Бар ғой ондай ситуациялар, когда әкелері қыздарын алып, менің ұлым жоқ болса да осы қызым бар дейді, и бүкіл жаңағы өзінің кейбір мужской качестволарды қызға дарытады. Мынандай бар ғой қыздарға. Ертең осы бағатын мені. Осы қызым бағат деп. Басыма көктас қояды осы қыз екен. Иә, іліп тастайды ғой. Келесі біздің тыңдарманымыз Күнсұлу атты. Мама долго не могла забеременеть, через 7 лет родила меня, а у отца была женщина на стороне. Мама и она забеременели в одно время. Она родила сына, и отец ушел к ней. Мы с ним учились, мы с ним, с братиком, которые они вместе родились, учились до 6 класса вместе. Потом переехали в другой город. Это ужасно. Надо было и маме переехать изначально. Қалай бір мектепке береді бір классқа? Кошмар. Я вообще, знаете, я что говорю мамам? Өте қиын ситуация. Мен мамаларға былай айтамын да. Егер вообще балаларға қарамайды ғой бізде көп ата-аналар ше. Ана бала мектепте қандай сезіммен келіп жатыр мектептен. Қандай буллинг бастап өтті. Дейді ғой, наоборот. Иә. Сенде қандай конфликт бар, қандай өте көп қыздар немесе ұлдар мектептегі проблемасын шеше алмайды да, сонымен ішке соны түйіп, әке-шешесімен сөйлеспей келеді. Я уверена, что она до 6 класса страдала. Ей было неприятно. Конечно. Я ол келіп, мысалға да сен көріп тұрсың ба, если, бывает, өткенде маған бір осындай кішкентай қыз жазады да, она говорит, мектепте мен қатты күлген кезде жел жіберіп қойдым деді. Қыз айтты. Содан, говорит, меня в школе уже об этом уже полгода буллить етті. Мен не істерін білмеймін дейді. Не істеу керек? Оны шешесі білмейді ма сонда? Надо просто переехать. В другую школу отдавать надо. Бұл жерде тек қана сондай нәрсе. Яғни мектептегі социум балалар өте жестокий. Дети они жестокий. Никогда ұмытпайды. Сен қай класста не істесең де, жаңағыдай құлақ қасаң, немесе жаңағыдай юбкаң көтеріліп қалып, іш киімің көрініп қалса, тебе припомнит и в старших классах об этом.
балалар никогда ұмытпайды. Ондай кезде надо забирать ребенка и переезжать. Осы нәрсе болу керек, ата-аналар осыны білу керек. Егер бала өз еркімен айтпаса, яғни ата-аналар диалог құру керек, часто диалог құрып тұру керек дейсіз ғой. Сосын бәрібір ондай проблемалар мектепте класстың жиналысында айтылады ол. Мұғалім бәрібір айтады. Сондай мәселеде мысалы айтуы мүмкін да, сіздің қызыңыз вообще сөйлеспейді, өзімен өзі жүреді, сол кезде қызбен отырып сөйлесу керек. Не болды? Біреу сені мазақтай ма, біреу сені қыспақтай ма, не болып жатыр? Айта алмайды, бірақ көбісі ше. Надо с психологом пообщаться. Короче, надо понять, почему ребенок себя ведет подавленный в школе. Если жаңағыдай класста постоянный буллинг болатын болса, оны мұғалімдер білмейді емес, біледі, беттер бедірейіп отырады, көреді олар. Көреді, коридорда да көреді ол нәрсені. Имидж бар. Артық жұмыс істегісі келмейді. Бірақ егер мектепте балаңды немесе қызыңды буллить ететін болса, надо забирать. Басқа ауылға көшсең де, ауылда жалғыз мектеп, одан кейін 100 километрден кейін мектеп болса да, надо переезжать для ребенка. Вот ради ребенка, ради его жизни надо просто переезжать оттуда все. Жалпы тоже мен ойлаймын, кету керек сияқты, себебі оны барып, ата-анасы ол проблеманы көтергеннен ол шешілмейді, себебі балалар өзіміз айтқандай жестокий, одан әрмен. Сен терпей аласың, айтып қойдың деген сияқты тағы буллинг басталады. Ол двойной кетеді. Барып директормен сөйлессең де, әке-шешесімен қырылсаң да ситуация не изменится. Надо ребенка забирать и сваливать все. Ой, жалпы сіз айтып жатсыз, көшу керек деп. Қазақтарға осы көшуде проблема ғой бір жерден. Особенно жаңағыдай үлкен кісілерге. Қиын өте. Қиын. Біз басымыздан көшірдік, оны кешірдік осы нәрсені. Жолдасымыз екеуміз әке-шешемізді ауылдан көшіріп алдық қой. Қалай көндірдіңіздер? Неше жаста? Уже 3 жыл болды. Ата-енем 4 жыл болды. Өзім әке-шешем скоро 3 жыл болды. Көшіріп алдық Алматыға. Потому что үлкен кісілер ауылда қарта кетеді. Ол жақта оларда условия жоқ. Тамағына қарамайды ол жақта олар. Уже в таком возрасте, жасың 60-қа келген кезде сенің тамағың дұрыс болу керек. Уже метаболизм уже бұрынғыда емес. Сен дұрыс тамақтану керексің. Физическая активность болу керек. Ауылда тұрмайды ғой орындарынан. Барады, өлім кетімге барады, тойға барады. Өлім кетім, той болды баратын. Соны барғаннан кейін ол жерде дастарханда не бар, бәрін жейді. Тоқаш дейсің ба? Балық, тауық, ет бәрін қосып жеп, артынан еще жаңағыдай не десерт жеп, қиып тойып, сонымен барады да ұйықтайды. Пожалуйста, проблемы с ЖКТ, жүрекпен проблема, поэтому рано умирают они. Өздерін вообще забрасывает, қарамайды. Біздікілер алып келді, енді ломка болды біз көшірген кезде ше. Олар қатты ауылға ломка болды. Енді машиналары бар. Сонда қит етсе бір өтірік бір жиын болса да зып ет машинесіне мініп қала береді ауылға ше. Бара береді, біз де үндеген жоқпыз. Потом они вот барып келіп жүріп, бәрібір қаладағы өмірдің, тыныш өмірінің плюстарын көрген кезде они успокоились. Қазір өте аз барады, өте бір маңызды сондайларға бармаса. И сосын оларға өте маңызды осы қаладағы өмірді надо организовать правильно. Бізде қалаға әке-шешесін алып кетті, бала шағасын бақтырып қояды. Нянька қылып қояды. Олар өздері бөлек тұру керек. 60 лет жизнь только начинается у них. Өйткені бәрін бала шағасын өсірді, жіберді, бәрін. Енді оларға өздерімен өмір сүруге мүмкіндік беру керек. Чтобы они свою любовь вспомнили. Кезінде сүйісіп қосылды оларда. Сүйіп, махаббат болып қосылды. Пусть они об этом вспомнят. И им нужно организовать здесь комфортную жизнь. И өздері. Балаңды пихать етіп емес, екеуі тұру керек. 60 жаста приготовить себе еду, убраться дома, это абсолютно нормально. И наоборот, сол кезде олар жасарады. Да, вот қыдырып келу путешествие. Алматыға қалған себебіміз климат более комфортный. Сосын жаңағыдай таулар бар. Олар постоянно экскурсияға барады, турларға барады. Мен бармаған шарынға барып келетін. Бармаған көлсай, қайынды бәрі барып келген ғой. Сондай жаңағыдай оларға бала бақтыруға болмайды да. Оларға именно сондай бір өмірін қызықты ету керек. Дать возможность, что жизнь не закончилась. Тем более қазір пенсиялар өздерінде. Қыдырыңдар өздерің, міне машиналарым бар. И бөлек тұру керек. Бөлек тұру керек обязательно. Иначе егер қартайған ата-ананың қасында біреу тұратын болса, это идеальный треугольник Карпмана. Күнде қырылады. Біреу абьюзер, біреу спасатель, біреу жертва болады. Обязательно. Она үшінші элемент алып тастау керек, екеуі қалу керек қой. Бір күн қырылады, 2 күн қырылады екеуі ше. Үшінші күні көнеді. Байқайсыздар ма, әке-шешелеріңізді бір жаққа жіберсеңіздер, екеуі обязательно ұрысып кетеді. Кто такой знает? Обязательно екеуі ұрысып кетеді, бір-бірін жақтырмайды. Вот им нужно оставить вдвоем, чтобы они обратно привыкли друг к другу. Потому что за все вот эти годы, мысалы 40 жыл бірге тұрса,
40 жылдан бері олардың үйлерінде постоянно адам болды, біз болдық. Иә. Біз болдық, туған туыс, қонақ күтеді, они вдвоем не оставались. Енді қазір 60-ға келген кезде, екеуі қалған кезде олар қорқады. Это их самый большой страх. Любой кемпір-шалдан сұрасаң, сонда біз екеуміз-ақ қаламыз ба? Жаңағыдай бетімізге қарап сопиып қаламыз ба деп. Сопиып екеуміз қалма. Екеуіңіз сүйіп қосылдыңдар ғой кезінде. Почему бы не кайфовать? Бәрі кетті, рахат, жизненный опыт есть, деньги есть, кайфуй по жизни. Олар өзі соны түсінбейді да. И осы түсінікке келтірудің өзін үлкен кісілерді жаймен ана бала тәрбиелеген сияқты қылып ше. Сондай сфераға жайлап үйретесің. Олардың да жалпы түсінігінде мынау қалып қойған ғой. Мысалы 60 жасқа жеттім ба, значит мен немере бағып, солардың боғына оранып отырам, бітті өмір, бітті, келесі өмірімді сол балаларыма, немерелеріме арнаймын дейді. Оларда мына пенсиядан кейінгі өмір ары қарай не существует. Иә. Сондай да, вот. А наоборот, оларға возможность көрсету керек. Қазір мысалы да возраст молодежи өзгерді, білесіздер, 35 болды. И 50-60 жас это считается зрелый. Средний возраст. Это средний возраст, это не старчество. Старчество 80-нен кейін басталады. А біздікілер айтады 80-ге жетсек болды. Вот. 80-нен кейін старчество басталады. Ойлашы. Өздері айтады, сол 86-ма, я сол жасқа жетсек болды ғой. Арман жоқ дейді еще. Арман жоқ дейді. 60 жаста білім алуға болады. Мои родители постоянно куда-то ездят, біресе оқып келеді екеуі. Бір нәрсе, какие-то виды массажа, мастер-класстарға барып жүрсін, бірдеңе жақсы көреді. Сондай обязательно білім алу керек, 60-та. Білім алу керек, мамандық өзгертуге болады, бизнес бастауға болады. Рахат қой. Артында жылап жатқан бала жоқ. Зачем лезть к своим детям? И дети должны перестать лезть к своим родителям. Бала бақтырмау керек. Жауапкершілікті өздеріне алу керек. Балалары өзінің балалары үшін. Өйткені біз аталар, әжелер бар дейміз да, немерелерді сөйтіп не беріп ғой қазақ. Я говорю своим родителям тоже, атам мен емес, бізде айтамыз да, жолдасымыз екеуміз айтамыз. Сендер бізге әдемі қарттықты көрсетіңдер. Здоровый, такой жаңағыдай салихалы қарттықты сендер көрсетіңдер бізге. Қалай денсаулықты күтіп, ұзақ өмір сүру, бақытты болу қартайған шақта, әлемді шарлау, білім алу деген осындай қарттықты сендер біздер көрсетіңдер, біз сендерге қарап өсейік деп ше. Өте дұрыс установка негізі. Ол кәдімгідей үлкен кісілер солай көрсетсе, немерелердің бәрін памяттарына қалып қалады. Мен мысалы нағашы атам марқұм сондай кісі болды. Барлығы жаңағы ағаларым мен қолыма кел, мне квартира үлкейттік, жоқ бармай қойды. Мен кемпірмен өзім жеке үйде тұрам, пәтерде, машина салып берді. Екеуі ғана. И соны көрген кезде кәдімгідей әдемі қартаю да, бір жастықта деген сияқты. И соны көріп біз әлі күнге дейін мен мысалға менде сондай установка. Мен сондайға жеткім келеді. Это правильный образ для моих детей, для нас с мужем, да? Өйткені қазір сен кемпір-шалдарды қарайсың, отырады үйде. Ана баланың боғын жуып, қырылысып отырады әйел. Келінің өміріне кірісіп, бала шағасының өміріне кірісіп. Ал шалдар, әйел жоқ қой оның, әйел занимает другую функцию. Диванда отырады. Пульттің қожайыны. Болды. Тақия киіп отырады. Басқа ода функция жоқ. У них нету отношений. Нету отношений у них. И вот это ужасно. И соны олардың бала шағасы көреді, немерелер көреді. И вот это поколение вот этих вот стариков-неудачников, болды сен 60-тан кейін ол өмір болмағаннан кейін, естественно, ол денсаулыққа қарамайды, мотивация на жизнь дейді, денсаулыққа қарамайды, өзіне қарамайды, мүжіліп, қартайып, езіліп кетеді болды. Жас, содан кейін они говорят, типа, 80-ге жетсек болды. Они поэтому так говорят. Шынымен де, бізде бәрібір де әлі күнге дейін, жалпы бізде Қазақстанда осы проблема бар. Яғни әдемі қарттықты бізде телевизорда да көрсете алмайды. Яғни ол кісілерге де ол картинка көріну керек қой. Біздің ата-анамызға ол нәрсені біз енді күйеуіміз екеуміз енді постоянно разговариваем, объясняем, біз үшін ол маңызды. Бізде ақша бар, дүние бар, оларды бөлек отырғызып қой. Мен ата менен бөлек квартира тұрады екеуі. Әке-шешем бөлек квартира тұрады екеуі. Они в отдельных квартирах, своя жизнь, свой быт. Я понимаю, это мой уровень жизни, я могу это обеспечить. Большинство адамдарда ол жоқ қой. Әлі күнге дейін сол кемпір-шалдың пенсиясына жармасып отырады жастар. Ол да бар. Ол да бар да, олар бөлек шықса, соның пенсиясыз қалатын біледі да, арамушки. Олардың жағдайын жасамайды, соның пенсиясына жармасып отыратындар бар. Негізі осы әдемі қарттықты, пенсиядан кейінгі өмірді бізде дұрыс көрсете алса, көп нәрсе болатын еді. Бізде телевизорда өкінішке орай ондай тәрбиелі, мәнді, дұрыс картинка жоқ қой. Какая-то вот даже рекламалардың өзі, меня раздражает вот эта реклама, где вот это картонная семья, майонездің рекламаларындағы семьялар, бәрі кіріп отыратын идиотские вот эти лица, да? Вот раздражает.
и ол да обман ғой да, біз психологиялық түрде ол обман, бәрі сондай болу керек деп ойлайды да. Мысалы семью показывают, да, мама папа бір қыз бір ұл, если мама папа екі қыз, а менде екі қыз, не соответствует, я несчастливая семья деген сияқты. Стандартқа келмейді деп. Сол стандартты ғана көрсетті. Бұл психолог сразу білінбеуі мүмкін, как проблема ретінде қазір көрінбеуі мүмкін, но психологиялық тұрғыда дұрыс емес құндылықтарды басқа салады. Идеальные ведущие на телевидениях. Кім, кстати, Молдияр об этом классно рассказывает, да? Когда на телевидении, да, барлық жерде идеально вылизанные, с правильными пропорциями ведущие. Везде. И он как раз рассказывал эту проблему, айтады да, журналистикада танысы болған ғой, ернінде мынандай тыртық болған. Вот оны зайчик да. Сондай болған, қандай мықты маман журналист болса да телевидениеге алмаған ғой. Сенің ерніңде сондай бар деп. Дискриминация. А если наоборот сондай жігіттер, сондай қыздар сөйтіп шығып өзінің қандай еңбекқор екенін, мықты маман екенін көрсетсе, басқаларға ол күшті уверенность беретін еді ғой, мотивация беретін еді ғой. У нас же не так же, у нас же все красиво, идеально. Ол да сосын кейін басқа адамдарға мысалы комплекс тудырғызады, иә. Сен көресің да, вот ты смотришь, красавица такая, да? Ой, мен ондай емеспін. Любой қазір. Инстаграмға кірсең сондай. Все демотивация, особенно қыздарға. Вот это вот. Иә. Мен қазір тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа бір тақырып бастайық. Тақырып болғанда жалпы басқа руслаға кішкене. Бірақ жаңағы айта кетейін, ата-ана туралы кәдімгі үлкен ой салдыңыз. Негізі өте жақсы тақырып болды. Тыс болса да біздің ойлаған тақырыптан, бірақ жаңағы ата-ананың әдемі қартаю дегенді шынымен де үлкен қолға алу керек. Әр жастар деп ойлаймын қазіргі келе жатқан барлығы да алса ол шынымен де үлкен. Жастар поддержка жасау керек та олардың әдемі қартаюына. Мініп алмай ше, потребитель болып мініп алмай әкешенің мойнына ше. Вот соның нәрсе. Сосын я бы хотела бы, я об этом мечтаю, чтобы были такие клубы, сондай зрелый возрасттағы үлкен кісілерге, клубы, где бы они могли бы общаться. Мысалы, жалғыз қалған ер кісі мен жалғыз қалған әйел. Мүмкін бір-бірін бағын тауып кетеді. Сондай сообществолар болса, соларға арналған какие-то мастер-классы, галереи. Қазір мен ойымша ондайлары жаймен келе жатыр. Өйткені мен мысалға қазір жолдасым сол жерде жұмыс істейді, сабақ береді. Пенсиядағы мысалға шыққан 60-тан кейінгі мысалға біздің ата-әжелер болса, соларға актер мамандықтан сабақ береді. Біреулер вокалдан береді, хордан береді. И айтады, мысалы, бері кел, шынымен қызық екен, басқаша бірақ қызық дейді, кәдімгідей бөлек әлем вообще. Егер оларға сондай ортам, сондай бір жаңағыдай мероприятие іс-шаралар болып, олардың басын қосатын жерлер өте көбейетін болса, олар да бір-бірін бағын табатын еді. Бәрінде кемпір шал түгел емес қой, біреу жалғыз басты болады. Иә, әрине. В основном жалғыз басты болып қалады. Сол кезде бір-бірінің махаббатын табу, жаңадан өмір басталады ғой, кәдімгідей. Дос табу элементарно, подруга табу, замандастар ғой енді. А если любовь, ну почему не любовь? Классно же. Конечно. Менің ойымша сол жастағы бір ең тәтті күшті сезімдер сияқты, ең тәтті. Бір ғасыр өмір сүрді, екіншісі бір ғасыр өмір сүрді, екеуі тауып, мысалы, қартайған шақтарында вообще бөлек өмір. Я думаю, что осы нәрсеге бару керек деп ойлаймын. Бірақ бізде тағы установка негізі. Болды, жалғызбын ба? Болды, өмір бітті. Иә, көрсету керек. Хотя бы Алматы мен Астанада осындай облыстық центрлерде осындай нәрсені көрсету керек. Үлкен кісілердің білім алатын, ойын сауық жүргізетін, жаңағыдай Европада көп дамыған ғой. Әрине. Сол сияқты бір орталықтарды көрсететін болса, мне кажется, тек қана балалар орталығы ғана емес. Бізде бәрі кружок. Языковые курсы для школьников. Сон үлкен кісілерге сондайлар жасаса, мықты болатын еді. Они бы находили бы свою... Реально, мысалы, даже сен қалаға әке-шешеңді алып келгеннің өзінде қандай іс-шараларға жібересің оларды? Менікілер уже үйреніп қалды. Өздері жаңағы хайкингке барады, жаңағы пенсияларын жинап шетелге барады деген сияқты сондай нәрселер бар да. Біледі уже, баратын концерттерін біледі, жаңағыдай немен тикетонмен билет алып, күшті прекрасно справляются с этим, өздерімен өздері уже автономный болып қалған. Но не все так могут. Да. Поэтому осы жақтан көмектесу керек деп ойлаймын. Үлкен негізі проблема. Сіздердің бір нелеріңіз, сіздер әкеліп светті көрсеттіңіздер ғой, жалпы в конце мына жақта свет бар, басқа өмір бар деген сияқты. Ал ауылда тұратын адамдар ондай нәрсенің мүмкін екенін де білмейді ғой. Жаңа өзіңіз айтпақшы, мысалы теледидардан да олар теледидар көреді ғой, интернетте ол жақта енді көрінбейді. Ол үлкен қорқыныш оларға. Өлсем де бармаймын, менің сүйегім ошақтан шығады дейді көбісі. Ауылдан. Кесіп айтады ғой. Мен шықпаймын ауылдан дейді. Ну, хотя бы ауылдан шықпаса да, онда ауылда что-то такое полезное устроить. Надо придумывать
жаңағыдай осыны бәрібір сосын ауылда тұрғанмен де жаңағыдай ғой топырлатып қасына бір туысқандарды бірдеңе кіргізіп қояды, отырады жаңағы драматический треугольникті айналдырып. Это так, өкінішке орай әке шешелеріміз осы 60-тан кейін өмірлерін сөйтіп просто профукивают свою жизнь. Хотя можно было бы қалған өмірін 20-30 жыл деген мысалы, если, например, 60-та болатын болса, 90-80, 20-30 жыл бойы такую жизнь можно прожить. Красивую, да? Біз көрсете алмағандықтан, білмегендіктен уходит просто. Келесі мен кәдімде ойландым. Қымбатты тыңдармандар, өте керек және маңызды нәрселер айтылып жатыр. Мына жерде тек қана қарым-қатынасқа байланысты емес, жалпы айналып келгенде барлығы өмір ғой, барлығы бір-бірімен біте байланысқан, біте қайнасқан. Себебі мына жағың дұрыс болмай жатса, оның мына жаққа да кесірі тигізуі мүмкін. Мысалы, басында айтпақшы, сенің қарым-қатынаста жолың болмай жатса, қаржылық жағына ол кесірін тигізеді, немесе наоборот. Сондықтан да бұл жерде қандай да бір тақырыпты алып соған ғана қазбалаудың қажеті жоқ. Себебі проблема барлық жақтан. Если проблема болса, барлық жақтан. Әрі қаншама жер бетінде қаншама адам бар, соншама проблема бар. И мен қазір мынандай нәрсені сұрағым келіп отыр да. Мысалы, қазір коуч деген профессия енді қазіргі современный әлемдегі бір үлкен профессия болып уже енді коуч, спикерлар жалпы адамдарға өмір сүруді, яғни как правильно жить. Коучтың жұмысы как правильно жить емес, ол коуч помогает человеку достичь цели болды. Путь. Яғни путь көрсету, көмектесу, көп менде мындай просто сұрақ болды да, мен сізден көрдім, сіз бақыт фильмін, яғни разбор жасап көрсеткен екенсіз. Мысалы, сол жақта, яғни спикер определенный жаңағы фильмде әйел басты рөлдегі мама деп айта берейін. Мама ол жақта адамдарға, жалпы әйел адамдарға бақытты қалай болу керекін айтады, бірақ өзінің өмірі, яғни шынайы өмірге келген кезде керісінше барлығы. Қазір сізге қарап отырмын да, мысалы, сіз айтып отырсыз, Инстаграмда да көп айтады екенсіз, яғни менің күйеуім барлық жағынан мені қолдайды, жаңа өзіңіздің отбасыңыз туралы айтып отырсыз, ата-енемнің, жалпы өміріңіздің качествосын қандай екенін, мысалы, қазір біз біліп отырмыз. Оны сіздің оқырмандарыңыз да жақсы біледі деп ойлаймын. Жалпы өмірінің, коучтың, спикердің өмірінің качествосы өзінің транслировать етіп жатқан нәрсесіне сай болу керек пе? Сай болу керек қой. Ол, сколько можно носить маски? Бірақ сіз енді өзіңіз де білетін шығар, сондай таныстарыңыз да бар шығар. Делает одно. Мынандай мәселе да, егер даже біз нелерді қарайтын болсақ, имамдарды қарайтын болсақ, имамдардың бәрі ер кісілер. Да, элементарно. И ол уағыз айтқан кезде, с точки зрения кого? Ер адам. Ер адамның точки зрениесімен айтады ол. Ер адамның үстемдігі жайлы айтады да. Уағыздарда әйел адам туралы өте аз айтылады. Потому что уағызшы еркек. Между прочим, Малайзияда уағыз айтатын имам әйелдер бар. Өйткені Малайзия, религиозный страна. Ол жақта әйел имам бар да, әйелдерге уағыз айтатындай да. Яғни әркім өзінің несін айту керек деп ойлаймын. Менде енді әрине коуч это целеполагание, помочь человеку достичь цели. Коуч сөзі негізі түркі тілінен шыққан. Интересно, оны в Оксфорде, оның тарихын мен зерттеген кезде өзім таңғалдым. Көш сөзі ғой. Түркі тіліндегі көш деген сөз, яғни арба. Ана коуч деген бренд бар ғой, соны қарасаңыз телешканың суреті бар сол брендтің өзінде. Бұл сөз түркі тілінен Оксфордқа түседі ғой, жаңағы ғалымдардың ортасына ма. Сол жерде студенттер прикол ұстайтын болған андай бір жаңағы преподавательді бір студентке байлап қойды ғой, экзаменде жақсы бағаға шығару үшін жаңағы студент бір мұғалімге прикрепленный болады. Сөйтеді, сол мұғалім арқылы ол жаңағы экзамен дұрыс тапсырады. Прикрепленный мұғалім арқылы. Сол прикрепленный мұғалімді олар коуч деген ғой. Көш сөзінен. То есть он тащит тебя до экзамена. Содан коуч сөзі шыққан ғой қазіргі мамандық. Яғни точка А-дан точка Б-ға жетуге, ұтымды жетуге көмектесетін. Целеполагание. Путеводитель да, сондай. Целеполагание мәселесінде. Мен өзімді бұл мамандыққа келуімнің себебі де сол, потому что короткий оптимальный путь я знаю. В бизнесе, в деньгах. Тек қана тұрып әрекет етіп соған бару керек та. Көбісі бірақ олай жасамайды. Келеді, даже бизнес бойынша бүкіл жаңа кеңес нені алады да, бірақ өзі ойлаған суммаға бара алмайды.
жартысына баруы мүмкін. Ну, иногда бывают такие моменты, когда очень много. Наоборот, овер жасайды. Бір келіншек келді, запрос был бизнес, наоборот, 10 миллион хочу деп келген 2019-да. Былтыр кездестік, обороты 150 миллион. Вот она хорошо отработала. А есть, которые келеді да, нет, оказывается, мне такие деньги не нужны деп келеді. Басында, хотя я такие деньги хочу деп келеді наоборот. Ол ақшаға дайын емес нәтижеде. Өзі де түсінеді кейін. Ол еңбек еткені. Жұмыс істеу керек. Сол мәселеде. Қызық, сонда мысалға сізге запроспен келеді, осындай қаржылық запроспен, сіз басынан бастап, тыңдармандарға айта кетейік, басынан бастап ол кісімен кәдімгідей индивидуально ма, әлде курс индивидуально болса, соған жеткізуге дейін апарады, иә? Біз в основном это 2 ай уақыт. Бірінші аналитика жасап, бизнеске, естественно, адамның кәсібі болу керек. Кәсібі жоқ адам емес, смысла нетті. Бизнесін нөлден бастайтын адаммен сөйлеспеймін ғой. Мысалы келеді, менің айлық табысым, скажем так, мынандай оборотым чисто қолыма 1,5 миллион түседі. Осыны мен енді айына 5 миллион жасағым келеді деген кезде мы сидим, прорабатываем пути, и мы делаем такую стратегическую карту. Не қосу керек, где надо усилять, қандай ресурстар бар. А бола ма андай моменттер тек қана по финансам, сіз дейсіз? Ал көріп тұрсыз по финансам, бірақ блоктар бар мысалға, психологический какой-то бірден, и дальше вы работаете сол жағыттарымен сізден мысалға? Ол өзі көрінеді. Человек өзі түсінеді. Мына жерден осы нәрседен асамайтын. Көп кәсіпкерлер бізде қазақты құртатын мәселе жаңағы спасательство ғой. Ақшасын кәсіп жасап жүреді, жақсы табыс табады, бірақ қолында өз ақшасы қалмайды. Неге? Өйткені жарылғап бүкіл туысқандарының ақшасын таратып береді ай сайын. И олар уже отырып алған, и оларға жоқ деп айта алмайды. Жоқ деп уже айта алмайды. Мойнында отырады ол туысқандары. И все. Үлкен дерт негіз бұл. Сөйтеді да, и сен айтасың да, во-первых, саған қазір оборот увеличить ету керек, соответственно, мына расходты қысқартасың сен. Оборотты сен өсіру арқылы, мына жерде маркетингті усиляем, и выходим на тот доход, который ты хочешь деген кезде уже нет. Кәдімгідей жоқ дейді. Нет, уже все. Өйткені уже түп тамырмен соған кетіп қалған, Сіздің негізі курстарыңыз в основном офлайн немесе онлайн? Онлайн өтеді. Алдын ала жазып қоясыз, бағана айтқаныңызда, алдын ала жазып қоясыз. Мен енді сізге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Инстаграм бойынша көрген кезде жаңағы бағана сізге сөйлескенде айттым, қаржылық коуч деп тұр, бірақ көбінісі қарым-қатынас жайлы, және аудиторияңыз маған нақты көрініп тұр, ол қыздар, қазақ қыздар, сол аудитория сізде кәдімгідей 95% дедіңіз ғой, қыздар, сол қазақ қыздарына сіз қазақ тілде айтасыз. Ал бар ма масштабировать ету, оны мысалға тек қана қазақ қыздар емес, ол Қазақстан тұрғындары, әйелдік тұрғындары, басқа ұлттар болсын? Қазір менің көрші мемлекеттерден көп қарайды. Қырғызстаннан қарайды. Тіл ұқсайды ол, Қарақалпақстаннан қарайды. Өзбекстаннан қарайды. Кішкене білетіндер тілі. Өзімнің жеке парақшамды қазір орыс тілінде дамытып жатырмын. Өйткені қазақ қоғамындағы осы әйел құқығының проблемасына орыс тілді эксперттердің, кәсіпкерлердің кіріскенін, білгенін қалаймын. Сондықтан да қазір өзімнің жеке парақшамды орыс тілінде жүргізіп жатырмын. Керемет. Мен сол жағын сұрайын деген едім. Енді тағы мынандай бір сұрақ бар. Жалпы ең қарым-қатынасқа келетін болсақ, өзіңіздің жас енді жүрген қыз бен жігіт. Сіз бірінші запрос келді, осындай маған ұнамайды. Сенімділігін, сізде курс бар, сенімділік деген, мысалға сол жайында айта кетсек, сіз бірінші неден бастайсыз? Кішігірім не болса, обзор бетінде. Сенімділік, бізде мынандай мәселе бар да. Сенімділік неден тұрады? Бір определенный адамдар сенімді болғысы келген кезде бірінші очередте мотивация іздейді. Реально сосын жаңа ақша тапсам, сенімді болып кетемін деп ойлайды. Бірақ ақшасы көп, кәсібі бар, өзіне сенімсіз адамдар өте көп. Өте көп. Сенімділік ол басқа, ол ішкі тұғырда ғой. Адамның ішкі тұғырында. Мен сенімділік курсында, сен ішкі тұғырыңды қалай білесің? Сен өзіңді тану керексің, өзіңді тану керексің, өзің сен қандайсың, сенің мінезің қандай, сенің тип мышления сенде қандай, тип личности сенде қандай, и коммуникация тілдерін сен білу керексің, өзің туралы айта алу. Біз адамдар, егер транзактный анализді қарайтын болсақ, біз әр моментте 5 түрлі эго состояниеде боламыз. Родительский,
детский, взрослый, контролирующий родитель и родительское состояние екіге бөлінеді и детское состояние екіге бөлінеді. Осы 5 состояниені біз басқара алмағандықтан бізде коммуникация дұрыс емес. Бұл бірінші момент. Екінші момент тип личности. Сен өзіңнің тип личностіңе қарай қарым-қатынас құру керексің, жұмыс өзің нишаңды табу керексің, и соған қарай сен ақша табу керексің. Ты должен учитывать того, кто ты есть на самом деле. Тек қалған адамдарды көріп, ой, сондай болғым келеді деп емес. Иә, өзіңнің кім екеніңді білу керексің және өзіңнің эго состояниеңді басқара алу керексің. Осыны сен білген кезде у тебя фундамент уверенности в себе болады. Қай кезде болсаң да, и ол сыртқы фактордан не зависит. Сен өзің кім екенін точно білесің, и саған біреу келіп сені булить ететін болса, ты недостаточно такая, ты нехорошо зарабатываешь, сен ондайсың кезде по барабану болады да сонда. Потому что сен білесің, что в моменте қазір саған не керек екенін, и не үшін сен осындай екеніңді өзің жауап бере алсаң, біреудің сырттан келген комментарий сен үшін вообще никак. То же самое, да? Өтпейді. Иммунитет пайда болады. Иә, неге маған хейт өтпейді? Да, маған хейт өтпейді вообще. Өте көп блогерлар хейт етеді, ауырып жатқан, давление ұстап қалады. Небір миллионниктер бар ғой, болды, қатты не істеп. Мен де адаммын. Но я знаю, почему я такой человек, и поэтому мен ешкімнің алдында не извиняюсь, не прошу прощения за свое существование. Мен осындай адам. И все. Поэтому өтпейді маған хейт. Жалпы негізі сенімділік деген ол қанша өмір сүре бересің, соншалықты сенде комплекстар пайда бола береді. Ол мүлдем ешқашан өміріңнің соңына дейін бітпейтін процесс қой. Иә, сен іштей өзің контрольдап отыру керексің ғой. Менде сол үшін анализ болу керек. Иә, сол үшін де менің курстарымда доступ навсегда. Пока я веду это блогерство, пока есть живет моя страница и моя платформа, менің курсымды бір рет алған адамдарға доступ навсегда. Сен биыл қарадың, поработал, ты довольна, следующий год посмотри, будет по-другому. Иә. Көзқарасың уже басқаша өзгереді, и уже новый заттар аласың. Мен солай сондай учетпен жасап жатырмын. Для меня это важно. Я мен білім бергеннен кейін мен все-таки коуч ретінде до точки Б хочу довести людей. А вот это вот сенімділіктегі ақпарат как раз таки соған арналған да. Сен бір рет қарайсың, өзің кім екенін түсінесің. Болды, тебе не надо ни перед кем отчитываться. Себя уважать надо, все. И ол автоматически будет, да. Вот этот навык будет развиваться автоматически. Везде уважать себя в первую очередь. Жалпы негізі көптеген нәрсе нақтылап сенің ішіңде қалып қояды, когда ол придет естественным путем, приходит. Сондықтан да мысалы бір көрдің, түсінбеуің мүмкін. Екі көрдің, тағы түсінбеуің мүмкін. Определенный жизненный опытқа байланысты, сен қай стадияда тұрсың, соған барлығы байланысты, и сен реально мысалы кітап болсын, любой фильм болсын, қайта көресің, саған уже басқа картинкалар, киноязык әртүрлі ашыла бастайды, сол сияқты. Енді біздің миымыз біздің миымыз өзіне таныс ақпаратты ғана қабылдайды. Иә. Өзіне таныс ақпаратты қабылдайды. Сондықтан да біздер примерно ойымыз сәйкес келетін адамдармен араласамыз. Иә. И сен мысалға, допустим, сен журналистика саласында мамансың, авиация саласындағы курс сен түсінбейсің. Тура сол сияқты курсы по мышлению, которые у меня, осы уақытқа дейін ол ақпаратты ешжерде естімегеннен кейін бірінші кезде түсінбеуі мүмкін. Қайтып көру керексің да сен. Но я объясняю популярным языком, простейшим. На психоанализдің инструменттерін прям простейшим языком, чтобы люди понимали, почему это происходит так или не так. Адам өзіндегі процесстер түсінген кезде, онда менікі дұрыс болған екен ғой деген сияқты да. И ты начинаешь понимать, что было в прошлом. Уже өкінбейсің да ана жігітпен айырылысып кеткенше. Біліп тұрсың ғой өзі. Басым істеген екен осы жүрген да. Иә, ал вот неше жылдар бойы мен өкінемін, әлі де өкінемін, сонымен жүрмей қойғаныма, тастап кеткеніме дейтіндер бар ғой. Өкінемін солай жасағаныма дейді. Все уже сен өзіңнің тип личности білген кезде, сен уже перестанешь өкінуге. Мен өзім сондай екенмін. Ну, ладно, все. И все. Бізде негізі профессионалдық тұрғыда блок бар шығар, иә, себебі каждыйның ситуациясын, каждыйның проблемасын қабылдай берсеңіз, ол деген эмоционалды тұрғыда өте қиын ғой. Знаете, опыт уже біз ана врач болып кетеміз ғой. Или моргта патологоанатом сияқтысың. Саған өтпейді ол. Это элемент, как бы... Осы жерде естідің, қойдың, осы жерде қалды. Я жауап бердің, болды. Болды, мен байғұс не қылды екен? Атты жүрекке алып. Не істеді екен? Не қылдыңыз деп қайта оған жазып деген ондай нәрсе жақсысын. Менде өзімде тип личности сондай. Мой тип личности, он предопределяет то, что у меня эмпатии поменьше. Эмпатичный адамдар бар. Ол кісілерге психолог болу, адамдармен жұмыс істеуге
я бы не рекомендовала қатты эмпатичный адамдарға ше себе хуже сделайте. себе хуже жүрекке қатты алып па сондай иә Мгм. сондай болады да соны переживать етіп қайта сосын спасательствоға кетіп қалады өзінің қызметі үшін ақша алмайды сондай да мхм менде ондай жоқ у меня эмпатия заниженная Мгм. мхм ал вот мен тағы бір неңізді көрдім сіздің рилстарыңыздан сіз өзіңіз айттыңыз мен негізі интровертпін деп иә бірақ сізге қараған кезде олай айта алмайсыз Ну, профессия, да, работа? жұмыс да ол Ал- жұмыс сырт мысалы үйде болсын сіз кәдімгідей интровертсіз немесе иә мы очень закрытая семья біз М. күйеуім екі ұлым бәріміз сондаймыз Мгм. мы очень закрыты мы по гостям практически не ходим получается сондай. сіз осы жаңағы навыкты жұмыспен Жұмыспен. келеді ол мхм. кім Алишер Елубаев тоже же говорит он тоже интроверт же бірақ жаңағы коммуникация оған бір профессионалды бір не ретінде келді навык ретінде келді Мгм. приходится мен пиарда жұмыс істедім жарнамада жұмыс істедім Басында қиын маркетингте. болды, иә? Да ең басында вот публичные выступления басында конечно қиын болады 2014-те мен медициналық компанияда жұмыс істеген кезде регионалды врачтардың алдында жаңағы продажа бойынша презентациялар жасайтын едім да Мгм. сонда үлкен врачтар отырады әр регионнан 16 регионнан врачтар келген атырау ақтау жаңағы өзеннен өскемен әртүрлі регионнан солардың алдында сен коммерческий планды қорғайсың оларға жаңағы по продажам отчет жасайсың содан басталды ғой сосын уже пиарға кеткен кезде ты уже выступаешь сразу маған сен сөйлей аласың ба деп ешкім не істеген жоқ болады мындай просто тебя выкидывают иди Мгм. плавай деген сияқты ше. Просто выкидывают вот солай болды да бірден жаңағы телевидениеға тікелей эфирлерге әйел бақыты жаңағы орталық хабар деген сияқты астанада ол кезде мен астанада жұмыс істейтін едім ғой астанада тұратынбыз ол кезде сол бүкіл сол медиа центрдағы болатын программалардың бәрін кіріп шығатын едім ғой М. сосын үйреніп кетесің сосын уже все ол Мгм. не істеп қалады уже навык болып кетеді уже не страшно Ну да, 10 Қазір- тысяч часов. иә Иә, работаешь, опытпен иә. келеді ол иә қазір біздің бар ғой тыңдармандарда интроверт бірақ до конца ой мен интровертпін деп ол менің типім сол дейді да и все до конца да ол енді әрине сен сондаймын деп отыра бересің ғой Мгм. тут вопрос желания что ты хочешь Мгм. навык говорения дает большие деньги это факт Мгм. Особенно сейчас. иә Иә. да это факт поэтому мен амбициозный адам ретінде ақша сүйер адам ретінде сөйлеуім керек деген өзіме сондай не бар да міндетті түрде қалай да болсын иә дейсіз мен ғой. сөйлеуім керек коммуникация өте көп ақша береді Жалпы Иә. негізі иә шынымен де мысалы біздің жұмыста сол ғой тілімізбен тауып отырмыз ғой ақшаны. иә Иә. біздің жұмысты бірақ не деп ойлайды да бір бұлар енді воздух продают не андай жұмыстың құндылығын түсінбейді Мгм. бірақ осылай сөйлеудің артында қаншама еңбек бар екенін Конечно, білмейді. ол қаншама оқылған кітап, қаншама Иә. өткен жол, Иә. қаншама көрілген контент мысалы да. Иә. Ол, Қаншама кризис сен бар. қызық бола алмасаң сен ешкім тыңдамайды Иә. әдемі сөйлесең де Иә. каким-то образом олар келіп тұр ғой соған әйтеуір тыңдап Ол көріп үлкен- тұр ғой енді интеллектуалды еңбекті бағалау заманына біз енді келе жатырмық Мгм. енді келе жатырмық қазір тем более искусственный интеллект уже дамып келе жатыр мына чат GPT деген күннен күнге адамды қорқытып жатыр ғой күннен күнге таңқаласың ғой ананы Соған ойыңыз қалай жалпы? енді барлық мамандар айтып жатыр қазір мен енді тем более технологиялар саласында инвестормын венчурный инвестор болып кіріп алдық енді құрсын үйреніп жатырық оны да айтиді да үйреніп жатырық үлкен үміт артады осы нәрсеге және soft skills мягкие навыки дамымаған адамдар сұраныссыз қалады олардың Иә, Мгм. көптеген профессия Иә, жоқ болып кетеді. иә жоқ болып кетеді және жаңағыдай егер сенде жұмсақ қабілеттерің дамымаған болса тот же самый коммуникация Мгм. эмоциональный интеллект дамымаса Мгм. сен маман ретінде еңбек нарығында сұранысың болмайды сен иә. қара жұмысшы болып қаласың Мгм. и то қара жұмысшының көп жұмысын қазір мысалы Москвадан Яндекс такси уже беспилотный шығарып қойды уже Мгм. они ездят по Москве Мгм. уже водитель де керек емес Америкада дальнобойщиктер уже без водителей без дальнобойщиков КамАЗ өзі жүреді контрольмен конечно но уже давно практикуется это все сол сияқты жаңағы қара жұмысшы медицина болу бүкіл салада иә ол медицина, бүкіл да. Иә, жалпы тіпті біздің салаға да ол тиеді. Мысалы, ученыйлар айтып жатыр, скоро актерлар керек болмай қалады иә деп. Иә. жаңағы енді қазір неше түрлі сурет графика бәрі дизайнерлердің жұмысы қалай иә ана қазір шығарып жатыр ғой Мысалы, иә бәрі художник. дизайнер уже сразу художниктер иә Иә. кәдімгі живопись деген уже жаймен Да. Қорқыныш жоқ. Мысалы, вам не страшно от этого? нет Қабылдап жатырсыз соны. Да. Мгм. вперед заман талабы и мен когда маған ата аналар сұрақ қояды ғой балам компьютер көп ойнайды дұрыс емес па деген сияқты мәселеде ше егер сабағына спортына
достарымен уақытына жетіп жатса запрет қоюдың қажеті жоқ, потому что это наше будущее. Сен балаға қазір компьютер бермейсің, ол сол жаңа технологиядан сыртта қалып қалады. Мысалға кішкентай балаға ұялы телефон бермеу деген. Кішкентай балаға жоқ, болмайды. Подросток, я про подростков говорю. Определенный бала возрастқа келген кезде оның балаға керек техника қолында болу керек, ол планшеті, телефоны, компьютер. Ал сіз өзіңіздің балаларыңыздың мысалы интернетте не көріп отырғанын контролировать етесіз бе? Контроль жасамаймын, папасы жасайды көбіне, бірақ біз балалармен барлық темада сөйлесеміз, екі ұлмен. Яғни половое воспитание, это на всех возрастах, мы всегда об этом говорили. Яғни интернетке егер жаңағыдай порно көруге, немесе жыныстық қатынас көруге барғанда мүмкін баратын шығар, но это им не интересно, потому что олар бізден естіп қойды уже не бар екенін. Алдын ала. Мен балам сұрайды, не істепті, мама, месячный деген не деп, ұлым келіп сұрайды да. Мы сидим, объясняем, папасы отырады. Ютубтан специальный роликтер көп қой. Как процесс происходит на жатырда, все происходит. Соның бәрін көрсетіп, сұрақтарына жауап беріп, толық. Ол ше, балам бар ғой, оны бір соны білмегеннен қойып айтқан жоқ ол сұрақты. Он меня на вшивость проверяет. Отвечу я ему или нет. Оның мнениесі дейсіз. Оның не, ол көріп қойды ол уже, біліп қойды. Сен сол жерде оған беріп түсіндіріп айтқан кезде, он тебя зауважает, он понимает, что мен оны адам ретінде, тұлға ретінде мен оны көріп тұрмын және құрметтеп тұрмын. И он успокаивается. А так он на вшивость меня проверяет. Біліп тұрмын оны. Он все понимает. Или там мне мальчики говорят, давай мы сығаламыз, мама, не қыласың туып, это же больно, дейді. Вот так они говорят. Да, то есть мы открыто разговариваем, и бір интернеттен барып бір жетесіз бірдеңе көреді деп айта алмаймын. Бала неге ондай нәрсеге барады, когда родители говорят, ей, аузын жап, бұзылып кетесің. Кім айтты саған ондайды, қайдан жүріп естің, жүгірмек деген. Запретный плоть, сладок деген сол ғой. Поэтому у них интернет всегда есть, и мы любой сұраққа жауап бере береміз. Өзінің возрастына сай жауап беріп отыра береміз папасы екеумізше. И они такие, все. Болды уже, білет, зачем ему идти что-то смотреть? Нету надобности. И жаңағыдай өздерінің уақыттарын не істейді. Сосын қазіргі кезде компьютерный ойындар бар ғой кәдімгі. Соны совсем ойнамасын емес, мен ойнасын деп айтар едім. Потому что қазіргі ойындар өте умно жасалынады. Интеллектуально и стратегия вообще. Это сильно воображение развивает. IQ-ды, иә. Біз қазір жаңа үйге көшейін деп жатырық. Үлкен телевизор алатын болдық. Сосын төртеумізге PS алатын болдық. PS5 алатын болдық. 4 джойстикпен. Жаңа ойнау үшін. Төртеумізше. Ну, это интересно. И, в принципе, жаңа воображение развивать это факт. Сондықтан да дозированно, дұрыс подходпен балаға компьютер ойындары, қазіргі гаджеттарды, техникаларды беру керек деп ойлаймын. Конечно, енді бірдегі, екідегі, үштегі балаға беруге болмайды. Это зрениеға неге нашар. Я про подростка говорю. Бала уже есін біліп бастаған кезде. Ал біз деген әңгімеміз тоқтамай жатыр. Біз негізі мына подкастта каждый жарты сағат сайын музыкалық паузаға өтетінбіз. Біз до конца кетіп жатырмыз. Тоқтатқым келіп тұрған жоқ. Бірақ қазір кішкене бір үзіліс жасап, дем шығарып алып, шайымызды, суымызды ішіп. Ал сіздер, құрметті тыңдарман, чатқа өздеріңіздің ойларыңызды жазып отырыңыздар. Мүмкін сұрақтарыңыз бар, мүмкіндікті келтіре алмай, осы жақта жазып сұрақ қоя беріңіздер. Мүмкін кішкене шаршағанда шығарсыздар біздің дауысымыздан, біздің әңгімелерімізден. Қазір кішкене бір сергіп ән тыңдап алыңыздар. Бірер минуттардан кейін біз қайтадан эфирге ораламыз және әңгімемізді жалғастырамыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаймыз, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ал қазір кезекті кезекте бізде біздің әріптесіміз Аянның жаңадан шыққан су жаңа әні NBO қабыл алыңыздар. Тағы да жаңадан қосылған тыңдармандарымызға қайырлы кеш. Біз оралдық. Бүгін қайырлы кеш. Уже түнге өтіп бара жатқан кеш. Добрый ночь. Кәдімгідей андай бір пауза болғаннан кейін бір шынымен пауза керек болыпты, иә? Уже ой қорытылып, көптеген сұрақтар да туып жатыр. Сондай біз сіздермен бірге сана подкасты. Бізде қонақта Роза Әшірбаева, коуч, блогер. Бүгін керемет біздің осындай сұхбатымыздың себепкері. Күшті тақырыптар талқыладық. Сіздерде бір өздеріңіздің ойларыңызға жауаптарды алған деп есептейміз. Бізде мен мысалы жеке басым өзімде көп сұрақтарға кәдімгідей ой толғайтындай заттар алдым. Бірақ мен сізге тағы бір жеке өзім басынан бір сұрақ қойғым келіп тұр. Біз енді
уже кішкене аяғына таман жетті. Біз көптеген тақырыптар талқыладық, бірақ мынандай сұрақ. Сіз коучсыз, сіз блогерсіз, сіз елдің қатарында жүрсіз, сіз елдің қоғамның ауқымды проблемаларын алдыға шығарып шешіп жүрсіз, айтып жүрсіз, айғайлап жүрсіз. Прямом смысле айғайлап жүрсіз. Иә. Сіз жеке осының барына еще өзіңіздің проекттеріңіз бар, курс бар, жетеді, иә? Соның барлығына энергияны қайналасыз біріншіден, женский энергия, яғни өзіңіз. И сіз жеке қалған кезде өзіңіздің хоббиіңіз болсын, жалпы өзіңіздің ұнайтын заттарыңыз болсын, ешкім білмейтін мүмкін какой-то бір өнеріңіз бар шығар, сол жайында. Қалай демаласыз сіз барлығынан, осы социальный сеть, бүкіл адамдардан? Еще как наполняетесь обратно? Мысалға энергия, өзіңіздің энергияңыз жайлы айтып берсеңіз. Очень просто. Табиғат аяз. Просто прогулки. Просто прогулки. Парктерге, ботанический сад. Қаншалықты жиі? Өте жиі. Таңғы уақытта серуендеген жақсы көремін. Көбіне таңғы уақытын айт маған. Өте жиі. Ботанический садта әдейі менің нем бар, спортивный абонементім бар. Таңғы 6-да кіруге болатын. Ертерек барып, ешкім жоқ кезде звуки природы, они так успокаивают голову. Вот люблю. Сол нәрсе, сосын көлікпен, автолюбитель. 35 жасқа дейін көлік айдам маған. 35 жасымда алғаш рет рөлге отырдым. Как будто машинеде туылған адам сияқты. Майо дедіңіз. Да, өте қатты қызығам, сүйем. Алғашқы машинем BMW болған, қазірде BMW. Машинада за рулем демалам. Өлер пробкада жындағады ғой. Рахаттанам мен пробканы. Онда кәдімгідей бұл үлкен қасиет қой. Кайф маған ше. Одан кейін мүмкін көбісі біле бермейтін, қазір бірақ енді ондай мүмкіндігім жоқ. Мен тамақ жасауға. Тамақ жасағанды жақсы көремін. Қазір мүмкіндігім жоқ, потому что жұмыс проектлерім бар. Балалар өсіп қалды. Жалпы енді біз жолдасымыз екеуміз жұмыс істейтінімізді, өзіміздің өмірімізді өзімізге және жұмысымызға, сүйікті ісімізге дамуға арнайтынымызды біз білдік. Сондықтан да отбасы жоспарлауда біз білдік, бізде 2 бала болатын. Хотели больше, бірақ есептей келе, ол тиімсіз екенін түсіндік та. Сонымен 2 баламен қоя қояйық деп. Бізде целый план болған. Стратегический план 23-те туамыз, 27-те туамыз, 4 жыл сайын. Бұл өте стратегиялық тұрғыда бұл дұрыс, 4 жыл сайын туған ше. Ертең олар есейген кезде оқуға түседі ғой. Сонда бір-бірімен жағаласпай түседі да. Бітіріп жатқан кезде келесі түседі. Өйткені сен бала туып жатқан кезде сен білмейсің, ол гений бола ма, ол жай среднестатистический адам бола ма, ол грантқа түсе ала ма, өз біліммен бір грант ұтып алып сөйтіп ала ма. По-любому біз оның оқуын төлеуге дайындалуымыз керек та. Біз білмейміз оның ертең қалай болатынын ше ол баланың. Сондықтан да жалпы жұмыс істеуге, дамуға, бірге қыдыруға, ақша табуға, қызықты, әдемі, мәнді, сәнді өмір сүреміз деген мақсат қойдық та жолдасымыз екеуміз. Сондықтан да 2 баламен тоқтадық. Біздің демалысымыз сол балалармен уақыт өткізу, үйде телевизордың алдында жатсақ та бірге уақыт өткізу, жаңағы ата-апамыздың үйіне барып қыдыру, бірге тамақ істеу, табиғат аясына шығу, сондай. Жалпы бірге болуға тырысамыз, күйеуіміз екеуміз. Потому что практически көрмейміз. Свидание бізде кәдімгі. Праздник, бір-біріміз сағынысып көрсететін да. Түнде келесінде шаршап келіп жаңағы 1-2 үйдің тірлігін шешкеннен кейін тарс ұйықта қаласың ғой. Бір выходной күндері бірге уақыт өткізуге Алматының өзінде жетеді. Ал андай кездер бола ма мысалға сізде бәрі по плану, иә, стратегия, и бір моментте сіз бір іштей бір күнді жасағыңыз келмей тұр. Болады. И сіз отмена бересіз бүкіл. Иә, отмена бере аламын. Телефоныңызды сөндіріп жоқ болып кетесіз. Бәріне айтамын, менде проектный менеджерлерім көп. Яғни бүкіл менің бизнесім менің мойнымда емес, я имею возможность такую. Андай кәсіпкерлер бар да, өзі жұмысқа шықпаған күн бәрі тоқтайтын кәсіпкерлер бар. Менде ондай емес, барынша аутсорсингқа жіберіп отырамын мамандарымды. Менің менеджерлерім, проектный менеджерлерім спокойно без меня могут работать. Автономно мен бір аптаға кетіп қалсам да, болды мен демаламын, амандар десем, жасай береді. То есть, когда я чувствую, что я не могу, я не делаю этого. Это часто, выгорание деген часто происходит у вас? Вы знаете, выгорание происходит тогда, когда ты делаешь нелюбимую работу. Я свою работу люблю, и то, что мне не нравится, я не делаю никогда. Сондықтан да менде тек физическая усталость болады. Сосын, выгорание может быть, когда съемок чересчур много. Осы февральда, по-моему, марттың басы, февральда 2 аптада 4 подкастқа бардым ғой мен. Бір апта демалдым сосын мен. Я говорю, все, маған демалайын деп. 4 подкаст, это еще параллельно с съемками моих курсов.
Жалпы негізі камера деген нәрсе, микрофон, камера өте көп энергияны Иә. алады. өте көп энергия. Жейді адамды кәдімгідей. Ол сезіледі. Опустошенная шығасың, иә. Ол сезіледі, мен тікелей эфирлерімде де сезіледі. Иә, сіз оған қоса тікелей эфирлеріңіз бар. Ол да бар. Ой, бағана 170 минут дедіңіз ба? Иә, 176 минут ең осал болғаным. Эмоционально ол өте қиын негізі. Иә. Сондықтан да просто нужно уметь правильно восстанавливаться. Негізі бірақ жалпы келгенде мен өте продуктивный адаммын, высокоэффективный адаммын, менің энергиям көп. Басқа адамдарға қарағанда мен оны білемін, сеземін, даже күйеуіме қарағанда көп. Это видно, поэтому бұл бір өзімнің бір табиғи берген бір нем шығар деп ойлаймын. Неге соны пайдаланбасқа дейсіз ғой? Почему бы не пользоваться, да. Өзім, өйткені энергияны сен не өзіңді жеуге, өзіңді самоабьюзға не істеге құртуға болады, немесе пайдалы нәрсеге И құртуға то ол болады. энергия көп болса, иә. Немесе оны дамытуға. Ага. Жалпы вот моя аудитория меня вдохновляет. Сосын, конечно, меня вдохновляет растущая аудитория. Особенно осы соңғы биыл 23 жылы осы инстаграмдағы парақшамның өзі мен жаңа жылды 126 мың подписчикпен бастағам. Қазір 180. Қазір 180. И оның бәрі органично келіп жатқан адамдар өздері. Менің контентіме маған келіп жатқан. Это для меня мотивация. Мне хочется больше. Мне это нравится. Я бұл бір аспаннан түскен мен сұрамаған популярность емес та. Қаладым, келді. А что жалуюсь? Не надо жаловаться. Делай. Иә? Сондай нәрсе ғой. Яғни қалаған нәрсем қолыма өзі келіп түсіп жатса, если у меня получается, почему нет? Иә. И почему я должна выгорать из-за этого? Иә, өте дұрыс. Бірақ енді бәрібір де ол неизбежный нәрсе ғой. Денсаулықтан да бір... Иә, ол денсаулықты қарау, восстанавливаться. Сол үшін ғой мен жаңа сұрақ қойғам, сіз ішкі жан дүниеңізді тыңдап стоп қоя аласыз ба, немесе кейбіреулер сияқты до конца жоқ, прям больница өздері алып келше жүреді ғой. Сондай ма деп. Қалаған кезімде демаламын. Одан бөлек мен денсаулығыма өте көп инвестиция саламын. Тамақ ішу мәселесі, ауырмаудың жолын алдын аласыз. Мен жасым 39-да, дальше уже надо беречь себя. Біз, я вам скажу, 33-35 жасқа дейін адамдар берут в кредит у своего здоровья. В кредит берешь. На износ өзің денсаулығыңды күтпей жұмыс істеген кезде. Ары қарай 33-35-тен кейін уже надо организму помогать. Уже ақша салу керексің. Сам он уже как. Да. Стоматология сейчас очень дорогая. Стоматология важна. Тістерін демдеңдер деп. Менің хитовый эфирлерім бір тістің темасы. Стоматология очень дорогая. Одан бөлек қазір нутрициология, басқа жылына 2 рет 3 рет чекап өтем. Полный медицинское обследование өтем. Оның бәрі оңай ақша емес. То есть я зарабатываю хорошо, но я также трачу на свое здоровье, вкладываю в это. Потому что бәрін жасатқан өзіңізден бәрін бастап, иә. Мен жаңа мына жерде жаңағы бір Нұрмаханға берген подкастыңызды көріп отырмын. Жалпы тақырыбы әйелдің жауы әйел депсіз. Иә. Осы жаққа. Оны Нұрмахан өзі таңдады оны. Яғни сіз солай айттыңыз ғой бір. Ол я вижу каждый день. Инстаграмда да бар ол айтып жазғаныңыз, иә. Ол әйелдің жауы әйел, ол рас нәрсе. Бізге жетіспей ме осында қазіргі қоғамда женская солидарность? Иә, өйткені әйелдер еркектердің жағын көбірек қабылдайды. От страха быть отстраненным и непринятым они начинают говорить за мужчин и абьюзить женщин. Дұрыс, еркек деген жүру керек. Болады, еркекке бәрі жарасады дейтін әңгіме. Раздражает. Они же в это время поют песни, еркектің сөзін сөйлеу арқылы өзіне очко жинап жатыр олай. Иә. Понимаете? Өзінің самооценкасын, өзінің құндылығын сол еркектің сөзін сөйлеу арқылы ана жаңағыдай жалғыз сезінбеу үшін она переходит на эту сторону мужиков и абьюзит женщин. Ол механизм содан жүреді. Ол жерде ол әйелдің өмірі әрине мәз емес, өйтіп айтатын әйелдің өмірі мәз емес. Поэтому ол еркектің сөзін сөйлеген кезде өзін бір құндырақ сезінетін сияқты да. Сол бірақ еркектің сөзін сөйлеген кезде ол қыздарға хуже делает. Сол нәрседе. Неге еркектерде солидарность повыше? Потому что қоғам еркектердікі ғой. Біз патриархалды қоғамда өмір сүреміз. Конечно, сенде, когда у тебя, допустим, біз үшеуміз подружки, ақша жетеді бізде. Мы богатые, весь мир нам принадлежит, біз не істейміз, мы будем друг друга как поддерживать. Правильно, безде басқа проблема жоқ. А теперь представь наоборот. Мы втроем отбросы общества. Женщины у нас отбросы, біз екінші орындамыз. Понятное дело, ол жаңағыдай жаңағы нені еще бәрін жақсы көретін темасы әйел деген
бір сәтті төмен тұру керек деген темаларын айтты. Сол арқылы да, то есть мы женщины подавлены, сен уже стресстесің да, у тебя состояние выживания, чтобы ты выжить, ты начинаешь принимать сильную сторону. Сторону мужчин. Почему нет? Осыған молодец. Еркектің таяғын жемеген қатын емес дегендер. Вот это вот. Міне. Да? Почему она это сказала? Не от большой любви к мужчинам. Потому что и сол жерде еркектерден она сорвала овации. Она ради этого момента это сказала. А так күнде таяқ жеп жүрсе көретін едім қатын болған. Поэтому бұл жерде әйелдің жауы әйелдер осы жерде ойлану керек. Сен басқа әйелге қиянат жасау арқылы очко себе не заработаешь. И осы таяқ ертең өзіңнің қыздарыңа, өзіңнің сіңлілеріңе келеді. Потому что біз солай еркектің сөзін сөйлеу, оның жағы дұрыс емес әрекеттерін қолдау арқылы, сол сөзін сөйлеу арқылы қоғамда, мысалы, сенің өзіңнің қыздарыңа, сіңлілеріңе сондай жаман обстановканың ары қарай қалыптасуына біз үлес қосып жатырмық сол арқылы. Надо наоборот әйелдің сөзін сөйлеу керек. Но эта ситуация у нас не скоро поменяется. Бұл үлкен ментальная проблема. Бірақ процесс жүріп жатыр деп ойлайсыз? Процесс жүріп жатыр, да. Конечно, лед тронулся. Ол бар, айтылу керек, әлеуметтік желіні осыған қолдану керек. Қазақ тілде, орыс тілде қыз баланың орны да емес, қыз баланың қоғам мүшесі, теңдей қоғам мүшесі екенін қыздарға айту керек. Әйелдің орны деген сөз айтады, еркектің орны деген сөз естігенсіздер ма? Я не слышала такого. Әйелдің орны ол ошақ басы деген сияқты. Почему-то все умеют указывать место женщины, а где место мужчины? Никто не указывает. Да, само понимание, да, бізде место женщины, әйелдің орны деген понятие неге бар? Ол не ит па, ол мысық па? Мысалы, иттің орны есіктің алдында байлақ қою. Неге әйелдің орны болу керек, мен түсінбеймін соны. Неге еркектің орны жоқ? Еркектің орны қайда? Диванның үстінде ма? Где? Да, само понимание. Яғни осындай байқамайсың ментальностьте, бізде психологияда, біздің мәдениетте қалыптасып қалған әйелді кемсіту факторлары өте көп. Сіңіп кеткен уже. Уже сіңіп кеткен, сен байқамайсың, как ты в это уже играешь. Мен даже бұрынғы эфирлерімді қарасам, менің өзімнің сөздерімде осындай қателіктер бар. Потому что это приходит со временем, қабық, жаңағы ненің пияздың қабығы ашылған сияқты жайлап, ол со временем келеді. Сен ол теманы айту керексің, ол теманы сен қозғау керексің, ол мәселенің маңызды екенін айтып отырмасаң, ол бір отырып шай ішкенде ситуация өзгермейді. Даже я сейчас смотрю, өзімнің жарты жыл бұрынғы эфирлерімді қарасам, масқара, не деген мизогиния мынау, не деген, сөйтіп отырамын мен де. Хотя говорила то же самое, но при этом жаңағыдай понимание бәрі кейінірек келеді. Оны айту керек ол үшін. Ол ментальностьқа отыру үшін өте көп бұл әңгіме жүру керек. Вот это очень важно. Шыдамау керек, өмір сүру керек дейсіз ғой. Мен негізі бүгінгі тақырыпты енді жаймен қорытындылайтын уақытқа жеттік, себебі уақытымыз таяп қалды. Өкінішке орай бүгінгі алдымен сізге уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Себебі как модно это инсайт алып жатқан шығар біздің тыңдармандар, себебі мұқият тыңдап отыр. Ештеңе қазір жазып та жатқан жоқ, біреу жазып жіберіпті. Сұраймыз ғой кейде, неге жазбайсыздар иногда деп, просто барлығы сіздің айтып отырғандарыңыз дұрыс емес болмаса біз жазамыз деп ше. Мұқият тыңдадық, көп рахмет, танысқанымызға қуаныштымыз, өте келгеніңізге рахмет. Жалпы бүгін көптеген тақырып өмірдің бірнеше тармақтарын обсуждать етіп тастадық, қозғалды, түртіп алатын жерін түртіп алдық, көптеген нәрсені білдік, өзіңіздің опытыңызбен, жалпы өзіңіздің өміріңізбен бөлістіңіз, көп рахмет. Осылай максималды түрде ашық болғаныңызға рахмет. Енді бүгінгі тақырыпты жалпы қорытындылап, бүгінгі эфирді қорытындылап, біздің тыңдармандарға жалпы негізі не айтасыз? Қыздар, рахмет шақырғандарыңызға. Маған ұнады, 2 сағат 20 минут өтіп өткен сияқты. Шынымен де, өте қызықты тақырыптар қозғадық. Не айтам, бұл өмірді қиындататын адамдар өздеріміз ғой. Надо думать проще, действовать проще, меньше драматизировать. Жаңағы даже қыздар жігіттермен танысқан кезде мен бірінші жазсам, мені жаңағыдай жеңілтек деп ойлап қалама. Мен бүйтсем, слишком много условностей. В голове должно быть меньше условностей. Тұрмысқа шығуым үшін мен бүйтуім керек, немесе отырып қалмау үшін бүйтуім керек деген сияқты үшін, если, как бы деген нәрселердің бәрін азайтып өмір сүру керек. Мы живем только один раз. Бұл өмір черновик емес.
қазір жаза тұрайын сосын Иә. ертең новыйдың бастайын деген сияқты. Мына қамшының сабындай қысқа өмірде барынша бақытты болуға, еркін болуға, бір бірімізбен жақсы бір сүйікті қарым қатынаста болуға тырысуымыз керек деп ойлаймын. Жизнь слишком интересна, чтобы проживать его в унынии, поэтому барлықтарыңызға сол өмірлеріңіздің сәнді, мәнді және қызықты болуын тілеймін. Маған жазыңыздар, менің тікелей эфирлерімді қараңыздар. Иә, қосылыңыздар, Инстаграм парақшасы. Қазір мен чатқа жазып жіберемін сіздің Инстаграм парақшаңызды. Егер де бүгінгі әңгіме ұнаса, енді ұнамауы мүмкін емес. Міндетті түрде Инстаграм бүгінгі де 2 сағат қана емес, күнде осындай инсайттар алып отырасыздар. Өте пайдалы ақпараттар өте көп. Оқырмандарының қатарына қосылыңыздар. Рахмет. Өз орындарыңызды табасыздар деген ойым. Ол жақта кең екен өте. Орын көп екен. Ол жақта орындар ғана емес, және неше түрлі жеңгетайлықтар. Өте қызықты мәліметтер аласыздар, және мүмкін өзін бағыңыз тауып аласыз. Мүмкін. Айтпақшы, 15-ші сәуір күні мен осы жерде Алматыда Есентай молл торговыйдамда сағат 5:30-да Бақыт киносын эксклюзивно өзімнің оқырмандарыма алдырып қойдырып жатырмын. Кинопарк Есентайда. Сол киноны көргеннен кейін, барлығымыз тамашалағаннан кейін киноразбор болады. Сіздерді де шақырамын. Мен ойнаған ғой Бақытта. Өзім. Соны киноразбор. Негізі шынымен 15 сәуір дедім. Маған қызық көрермендердің ойы. Келіңіздер, сағат 5:30. әр персонажға психологиялық разбор. И содан кейін отырып сұрақ жауаптар болады. Біз әдейі кинозалды 5 сағатқа жалдап алып, соның 2 сағатында кино көреміз, қалғаны. Не деген үлкен үлес. Өте керемет үлес. Өйткені Бақыт болды прокатта, одан кейін көбісі үлгере алмай қалды, немесе кейбіреулер баруға қорқады, кейбір адамдар. Сондықтан бұл үлкен үлес. Общий бәрі барып. Қазақша тендерға қатысқан жігіттер де келеді. Да. Так что келіңіздер, мен көмекшім номерін берем, хабарласып. Пожалуйста, ждем, посмотрим, как это будет. Астанада болды алдында, қыздар мені шақырған, енді Алматыда соны ұйымдастырдық. Жақсы ұсыныс, тыңдармандар, естіп отырсыңыздар, яғни 15 сәуір Есентайда 17:30-да. 17:30-да. Бақыт фильмін бірге Роза ханыммен бірге барып көріңіздер. Ол жерде ең бастысы ол талдау болайын деп. Талдау. Киноны көргеннен кейін біз отырып 3 сағат талдаймыз. Осындай. Сізге мен көп рахмет айтамын, келгеніңізге өте қуаныштымын танысқаныма. Енді кәдімгідей андай күлкіңіз жадырап отырсыз ғой. Енді мне всегда приятно пообщаться. Осылай түнгі шайларыңыз бітпесін, оқырмандарыңыз көбейсін, өйткені сіз өте пайдалы контент жасап жатсыз, адамға, қоғамға деген, сол барлығы оңнан болсын дегім келеді. Осылай жайдары болып, табысыңыз табысқа жете беріп, бақытты бола беріңіздер. Ақшаңыз көбейе берсін. Рахмет. Сізде жандар басқа біздің қазақ қыздарына үлкен мотивация, сіз үлкен примерсіз, сондықтан да осылай өзіңіздің энергияңыз бітпесін, таусылмасын. Себебі сіздің энергияңыз таусылса, білесіз ғой артыңызда қанша адам келе жатқан. Такая ответственность у вас, по идее. Сондықтан шабытыңыз никогда таусылмасын, қанатыңыз талмасын. Жақындарыңыз жаңында болсын. Әрқашан жаңағы вселенныймен связіңіз мықты болсын, жаңа проекттер, жаңа продукттар шығару үшін, отбасыңыз аман болсын, жүрегіңіз тыныш болсын, әрқашан өзіңізбен гармонияда керемет, әдемі өмір сүріңіз, әрбір күніңіз тек қана осылай қалай жадырап жайнап отырсыз, күнде осылай болсын. Өзіңіз айтқан сияқты жақындарыңыз аман болсын, ата-аналарыңыз, және өзіңіз сол бағанағы бізге күшті ақыл айтып жеріңіз, әдемі қартаюды тілейміз сіздерге. Бір жастықта өте романтичный болып. Осымен осындай керемет бір жақсы сөздердің нотасында біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. 2 сағат бойы бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен бірге ой бөлісіп, өздеріңіздің ойларыңызды чатқа жазып отырғандарыңызға көп рахмет.